الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'alaға сан-санақсыз мақтамалықтар болсын, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға сан-салауаттар болсын. Барша Аллах тағаланың дініне ілескен адамзат баласынан Алла subhanahu wa ta'ala екі күнде жүздерінің жарық болуын, иншаллах солардың қатарында біздердің де жүзіміздің жарық болуын Алла өзі нәсіп етсін. Алла subhanahu wa ta'ala өміріміздің соңына шейін міне осы хақ дінде бекем тұруымызды, соңғы демдеріміз ла илаха иллаллаху Мұхаммедур расулуллах деп өтуін Аллах тағала барша момын мұсылмандарға солардың қатарында біздерге де нәсіп етсін. Алла subhanahu wa ta'ala ертең қиямет қайымда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның туының астында Аллах тағаланың разылығына жеткен, Аллах тағаланың алдында вужуху йаума изин надира иля раббиха назира демекші, жүзіміз жарық болып Аллах тағаламен жолығатын бір Алланың сүйікті пенделері болуымызды Алла баршаларымызға және барша момын мұсылмандарға нәсіп етсін иншаллах. Жақсы, біздер күнделікті сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыз тақырыбымыздағы, бүгін Құдай қаласа екі тақырып оқуға ниеттеніп отырмыз. 59 және 60 тақырыптар. 59 тақырып Бабул хасси алал акли мин амали ядихи ва та'аффуфи бихи ани суали ва та'арруди лил и'та'i деп аталады. Яғни бабул хасси алал акли мин амали ядихи, адамның өз қолымен еңбектеніп тапқан дүниесінен, ризық несібеден, өз қолымен тапқан мал дүниесінен жаңағыдай өмір сүруі, яғни қолымен тапқан дүниесіне, пешене бізде бетілі, пешене терімен дейді ғой, міне сол пешене терімен тапқан дүниесімен өмір сүруінің Аллах тағаланың алдындағы жаңа дәрежесі жайында, және сонымен бірге та'аффуф, яғни кеше біз айтқанымыздай, адамдардан өзінің бір жағдайы төмен болса да, адамдардан сұрауға ұялып, Аллах тағала берген нығметтерге қанағат етіп, Аллах тағаланың разылығы үшін Алланың жерде олар момын мұсылмандар үшін, адамдар үшін дайындап қойған ризық несібелерін теріп, жеп, өмір сүру, бірақ сонда да жағдайлары нашар болса да, адамдарға қол жайып сұрамаудың Аллах тағаланың алдындағы мәртебесі жайында, және сонымен бірге мәселен бір басшылар тарапынан бір дүниелер бөлініп жатқан кезде, не болмаса бір ақшалар беріліп жатқан кезде, мал мүліктер беріліп жатқан кезде, адамдарға кедей кепшіктерге дүниелер таратылып жатқан кезде, өзінің қажетіне жетерлік мал дүниесі бола тұра, солардың алдына барып тағы да бір мал дүниені алудың бір жамандығы жайындағы тақырып. Жалпы айтқан кезде, адам баласы өзі кәсіп қылып, яғни өзі қолымен еңбектеніп тауып жеуі, және сонымен бірге әрдайым Аллах тағаланың берген нығметтеріне қанағат етіп, адамдардан сұраудан ұялуы, және сонымен бірге кей кезде мал дүниелер жан-жақта таратылып жатқан кезде, өзіме жетерлі дүнием бола тұра, оларға барып сол мал дүниені алудың айыпты іс екендігі жайындағы тақырыбымыз екен. 59 тақырып сол. Одан кейін тақырыбымыз иншалла 60 тақырып, Құдай қаласа оны да біз бүгін нәсіп етсе бітіреміз иншалла. Жақсы, 59 тақырыпқа байланысты имам шейх бұл жерде Жума сүресінің аятын келтірген, яғни Жума сүресінің негізгі фарыз қылған аяты: Я юхаллазина аману иза нудия лиссалати ми яумил жумаати фасау иля зикриллахи ва зарул бай'a. Ей Аллаға иман келтірген момындар, қашан сендерге жұма күнінің азаны айтылып, сендерді жұмаға шақыратын болса, фасау иля зикриллахи, Аллах тағаланың құлшылық ғибадатына асығыңдар. Алланың зікіріне, намазға асығыңдар. Ва зарул бай'a, сауда саттықтарыңды сол уақытта доғарып тұрыңдар. Сауда саттықты айтумен бірге Алла subhanahu wa ta'ala сол құлшылықтың уақытысында кез келген дүниелік тіршіліктеріңді тоқтатып тұрыңдар. Я иза нудия лиссалати ми яумил жумаати фасау иля зикриллахи ва зарул бай' заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун. Егер де білсеңдер еді, міне осылай жасауларың сендер үшін абзал. Өмірлеріңде де абзал, және сонымен бірге ертең қияметтерінде де абзал. Енді фаиза қудиятис салату, ал қашан намаз оқып бітіргеннен кейін, ғибадатты орындап болғаннан кейін, фанташиру фил арди, міне өздеріңнің осы жер бетіндегі жұмыстарыңа барыңдар, яғни кімнің қандай тірлігі бар, қандай
жұмысы бар, шаруасы бар, амалы бар, соған барыңдар. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Аллах тағаланың сендерге ризық қылып қойған несібелерін іздеңдер. وَاذْكُرُوا اللَّهِ كَثِيرًا және әрдайым Аллах тағаланы көп еске алып жүріңдер. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ осылай жасайтын болсаңдар қияметте тозақтан құтыласыңдар деген Құрандағы Аллахтың бұйрығы. Яғни шариғат, ислам діні бұл өмірде адам баласын тек ақырет деу үшін ғана келген дін емес. Ислам діні адам баласын екі өмірдің бақытына жетелейтін дін. Ислам діні адам баласын бұл өмірде де бақытты өмір сүруін қалайды, ақыретте де бақытты өмір сүруін қалайды. Бұл өмірде де жүзі жарық болуын қалайды, ақыретте де жүзі жарық болуын қалайды. Бұл өмірде де мәртебесі биік болуын қалайды, ақыретте де мәртебесі биік болуын қалайды. Бұл өмірде де денсаулығы жақсы болуын қалайды. Бала шағасының абыройы, бала шағасының көп болуын қалайды, денінің сау болуын қалайды, қоғамда, халықта, адамдардың арасында өзінің орны бар болуын қалайды. Яғни осы өмірдегі адамзат баласын төменге түсіретін нәрселердің бәрін ислам харам қылу арқылы адам баласының осы өмірде жақсы адам болып өмір сүруін қалаған Аллах тағала онымен қоса ертең қияметте жәннатта мәңгі өмірінде де Алланың рахатында өмір сүруін қалайды. Аллах бұл дінді, бұл өмірдің де бақытына жетуіміз үшін жіберген бұл дінді. Сол үшін Алла субхану тағала бұл Жұма сүресіндегі өте үлкен қағида. Қашан адам баласы осы өмірде түрлі жұмыстарымен, шаруаларымен өмір сүріп жүрген кезінде құлшылық ғибадаттың уақытысы келді ма? Болды. Ол не істейді сол кезде? Оны тоқтатады. Мен мәселен огородта кетпен шауып жүрмін. Намаздың уақытысы келді ма? Болды. Кетпенімді қоямын. Мен таксовать етіп жүрмін. Намаздың уақытысы келді ма? Болды. Машинамды бір бұрышқа қоямын. Мен базарда сауда жасап жатырмын. Намаздың уақытысы болды ма? Кішкентай уақытқа сол саудамды тоқтата тұрамын. Яғни осы өмірлік тіршілік жасап жатқан кезде Аллах тағаланың зікіріне шақырылған кезде, Алланың жәннатіне шақырылған кезде, Алланың рахметіне шақырылған кезде, ләббайк Алла деп, Алла ләббай деп, мен оны қоя қаламдағыны, Аллах менен көп уақытқа қоюын сұрамайды. Азғантай ғана уақыт, 5, 6, 10, 15, ары барса 20 минуттың ішінде мен оны орындаймын да, қайтадан не істеймін? Дүниелік тіршілігімді қайтадан жасай беремін. Бірақ шарты бар. Сол дүниелік тіршілікті жасау барысында уазкуруллаха касиран, көп Алланы еске алумен боламын. Мәселен мен диқаншылықта амал жасап жатырмын ба? Диқаншылыққа байланысты қағидалармен ол диқаншылығымды жасаймын. Біреудің хаққысын жемеймін, біреудің огородына кіріп кетпеймін, біреудің огородындағы нәрсесін өзіме алып қоймаймын. Анау огородыма ағып жатқан суды біреудің огородына ағып жібермеймін. Не болмаса мен қойшымын ба? Біреудің хаққысына кірмеймін, біреудің қойын өзімнің қойыма кіргізіп алмаймын, біреудің малын өзімнің малыма қосып жібермеймін. Айдалада жүрген малды ұстап алып бауыздап етін жеп қойып, мен білмеймін деп қоя салмаймын. Вазкуруллаха касиран, Алланы көп еске алу деген қандай жұмыста адам не шаруамен айналысады, сол шаруаға байланысты Алланың қойған заңдылықтарын есіңе алып, Құдайдан қорқып өмір сүрсең дейді Аллах тағала. Лааллакум туфлихун, ертең қияметте құтыласың дейді. Таксовать етіп жатырмын, намазымды оқып болдым, бисмилля тұрдым, машина кетіп жатқан кезінде мүлде Сарыағашты білмейтін бір адам келіп қалса, мені медресеге алып бар деп, $100 апармаймын енді. Бар болса айтам, салон мынанша болады, бір адам басы мынанша болады деген сияқты. Яғни өмір сүрген кезде қандай кәсіпте болсам да Алла қойған заңдармен, қағидалармен өмір сүрелсем, онда Алла субхану ва тағала ертең қияметте менің бетімді тозақтан аулақ қылады. Бұл исламның қойған несі? Заңдылығы екен. Алла субхану ва тағала бұл аяттың бұл тақырыбымыздағы жүруі, бұл аяттың бұл тақырыбымызға келтірілуі, фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллахи. Алла субхану ва тағала кешегі тақырыбымызда ризықты мойын алды ғой. Мен пенделеріме ризықты мен берем деді. Яғни бұл өмірдегі бүкіл ризықты Аллах береді. Ал енді Аллах маған ризықты қалай береді? Мен үйде отырсам біреу арқылы алып кеп тастаймын алды ма? Жоқ. Бұйрықты айтады. Мен саған ризық берем, сен сол ризықтың несін істейсің, себебін жасайсың. Бар, жұмысыңды жаса, бизнесіңді жаса, саудаңды жаса, диқаншылығыңды жаса, таксовать ет. Қандай өмірде шаруаларың бар. Бірақ сол шаруаларды жасап жатқан кезіңде Аллах тағаланың Құранында, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетінде қойған қағидаларды не қылма? Естен шығарма. Солай өмір сүре алсаң, біреудің хаққысын жеместен, шамаң келсе адамдарға жәрдем беріп, ешкімді ұрып соқпастан, біреуге зұлымдық қылмастан, Алланың харамдарынан тыйылып, бұйрықтарын орындап, намаздың уақыты келген кезде бар намазыңды оқып, қайтадан жұмысыңды жасап, осылай өмір сүрсең, Аллах тағала ризық несібелерін көбейткен кезде, Аллам өзіңе берген ризық несібелерден адамдарға бере алсаң, міне онда нағыз мен разы болатын, сен үшін жәннат дайындалған момын мұсылман боласың дейді Аллах тағала. Исламмен өмір сүру қиын ба? Ол қиын емес.
Просто адамдар өздерінің өмірлерін исламнан басқа жақтан бақыттылықты іздейін деп қиындатып алады. Аллах тағала бізді бір жерде мас болып, быт ішіміз шығып, үсті басымыз кір-кір болып, адамдар анан қараш деп жеркенуін қаламайды. Адамдар бізді мынау зинахор деуін қаламайды. Аллах тағала бізді мынау ұрлықшыма қойшы, соны айтпаш деуін қаламайды. Аллах тағала бізді ол өсекші ол, оның сөзіне сенуге болмайды, ол өтірікші ол деуін қаламайды. Алдамда Алла субханала тағала бізді адамдар ол аманатқа мүлде қиянат жасайды, оған ешнәрсе бермей-ақ қой, сеніп тапсыруға болмайды деп өзінің пенделері жайында жаман атты Аллах бізге қаламайды. Бірақ пенделері сол жамандықтарды өзіне өздері жабыстырып алады. Аллах ешкімге зұлымдық қылуды қаламайды, бірақ пенделер өздеріне өздері зұлымдық қылады деген Аллах тағаланың Құрандағы аятына сай келеді. Ондай болса, бұл өмірдегі менің жейтін, не болмаса менің ішетін, не болмаса менің киетін, маған келетін ризықтың ең Алланың алдында жақсы менің кәсібімнен болған ризық мәселе. Менің жұмысымнан, шаруамнан, амалымнан, бисмилля деп Алла азында тұрамын, тәуәккәлту алалла ла хаула ва ла қуата илля биллах деп көшеге шығамын. Әркімнің өзінің шаруалары бар, жұмыстары бар, сол шаруалармен, жұмыстарымен айналысады, кешке дейін қиналады, шаршайды, арасында намаздарын қаза қылмастан оқып алады, сөйтіп кешке таман келіп, аяғын аспанға келтіріп, шаршап, қорылап ұйықтайды екен. Алла субханала тағала азаннан кешке шейін, кештен азанға шейін құлшылықтың ішінде деген сауап жазады. Ағайындар, құлшылық деген нәрсе бұл тек намаз, ораза, зекет қана емес. Кез келген амал, егерде біз соны шариғатқа сай істесек, ол құлшылық болады. Тамақ жеуде болсын, киім киюде болсын, жатуда болсын, тұруда болсын, жүруде болсын, тіпті әжетханаға кіріп шығуда болсын. Егерде осы өмірдегі адам баласы кез келген амалды шариғатқа сай істей алады, ол құлшылық болады. Ал енді азаннан кешке дейін халал ризық несібе іздеп жүрген адамнан да құлшылық көп жасаған кім бар өмірде? Алдынан Алланың харам болған нәрсе шығып қалса, жоқ, мен бұны ала алмаймын, Құдайдан қорқамын. Мынау оп-оңай нәрсе ғой, бұл қол қойып жіберсең болды, бітті, ақшаның бары ақшаның астына қаласың ғой. Жоқ, мен бұны ала алмаймын. Не болмаса таксовет етіп жүрген кезде біреудің сумкасы қалып кеткен, портмен ашпаса ішінде бәленбай ақша жатыр. Жоқ, мен бұны ала алмаймын. Оны іздеймін мен, кімдікі деп артынан іздеп барамын. Не болмаса мен диқаншылық жасап жүрген кезде менің огородыма бір сиыр кіріп кеткен болса, ол сиырды алып барып көршінің огородына айдап жібермеймін. Не болмаса мен мал шаруашылығымен айналысып жатқан кезде бір қой менің қорама кірген кезде оны жай ұстап алып қараңғыға апарып бауыздап ет қылып жеп жібермеймін. Өйткені неге? Өйткені мені Аллах көріп тұр, мені Аллах біліп тұр, мені Аллах естіп тұр. Құлшылық бұл осылай өмір сүрген адамның барлығы азаннан кешке шейін, кештен азанға шейін неде болады? Ол құлшылықта болады. Азаннан кешке дейін қатты шаруа істеп, жұмыс істеп, шаршап, кешке таман келіп ұйықтайды. Ұйықтағанға шейін, азанға шейін түк білмей қорылдап ұйықтаған ұйқысының өзі де оған құлшылық болады. Неге? Өйткені ол не үшін шаршады? Халал ризық несібе іздеу үшін. Аллах тағаланың Құранындағы «Вабтағу мин фадлиллахи вазкуруллаха касиран лааллахум туфлихун» деген аятқа амал жасау үшін жүгіріп жүрген еді. Алла субханала тағала күндізде де сауап береді, иншалла, түнде де сауап береді. Біз, момын мұсылмандар, біреудің қолындағы нәрсеге емес, өзіміздің қолымыздағы нәрсе біз үшін өмірімізге де, ақыретімізге де пайда. Осы нәрсені ұмытпауымыз керек екен. Жақсы, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистері ан Аби Абдиллах Зубайр ибн Ауам радияллаху анхудан қала Расулullah саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыз айтты дейді: "Ли ан яхуза ахадукум أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" дейді. Бұл хадис имам Бухаридің хадис кітабында келген. Пайғамбарымыз айтады, бір кісі дейді, өзінің жібін алып қолына, сөйтіп тауға қарай барып, таудан барып отынын теріп, сөйтіп сол отынын арқасына арқалап келіп, адамдарға келіп, соны азғантай ғана ақшаға сатып, сол азғантай ғана ақшасымен өмір сүруі, барып біреулердің алдына барып, маған жәрдем бересің ба, маған ақша бересің ба, маған бересің ба деп тұрғаннан абзал дейді. Ол адамдар оған беруі де мүмкін, бермеуі де мүмкін дейді. Бірақ кім сол, жоқ, мен адамдардан сұрамайым, мен Аллахтан сұрайым деп өзінің қолынан қандай кәсіп келеді, сол кәсібіне кірісіп, сол жұмысын жасап, сол жұмысында қанша ақша табады,
Ол көп таппауы да мүмкін, көп табуы да мүмкін. Тапқан нәрсесіне қанағат етіп, міне Алланың маған халал қылып берген, өзі разы болып берген, және ертең қияметте менен разы болатын ризқы міне осы екен. Мен Алла сенің маған ризық қылып, мен үшін бөліп берген нәрсеңе разымын деп, сонымен өмір сүруі, адамдардан барып сұрап, маған керек еді, менің жағдайым нашар еді, маған ақша керек еді, маған киім керек еді, маған үйтіп бересің бе, маған бүйтіп бересің бе деп сұрап өмір сүргенінен абзал дейді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Ондай болса, кешегі сабағымыз айтқанымыздай, әр еркек азанда көшеге ризық несібе іздеп шығады. Және де шамасы жеткенше халал жолмен амал жасайды. Диханшысы диханшылығына барады, мал шаруашылығына барады, таксовать ететін таксистігіне барады, базарда жұмыс істейтіні өзінің базарына барады. Яғни, әр еркек азанда көшеге шығады, халал ризық несібе іздейді, бүкіл күш қуатын салып халал ризық несібе іздеуге әрекет жасайды. Бірақ кешке таман Алла субхана ва тағала қалағанынша мөлшердегі ризық береді. Сол қалағанынша мөлшердегі берген ризығын қолына түскен кезде, альхамдулилля, маған Алла разы болып берген нәрсе осы екен деп айтып, соған разы болуы, Аллаға шүкір етуі, бұл тағдырға иман келтірген нағыз мұсылманның белгісі болады. Ал енді азанда көшеге шықпастан үйде отырып, енді Құдай маған берсін деу, ол шариғат құптайтын амал емес. Не болмаса азаннан кешке жұмыс істеп, кешке таман бір онша емес ақша тапқан кезде, мен ананы биткенде былай болар еді, мынаны биткенде былай болар еді деп өзінің қолына түскен нәрсеге налу, бұл да шариғат құптаған нәрсе емес. Шариғат құптайтын нәрсе не? Азында тұрамыз, бисмилля деп жұмысымызға қарай шығамыз. Әркімнің өмірде арнайы өздерінің жұмыстары бар. Сол жұмыста ең көп ақша табатындай, ең көп мал табатындай халал жолмен әрекет жасаймыз. Соңына барған кезде соңына берілетін қаражат бар ғой. Сол қаражат қолымызға тиген кезде, Алла, мынау сенің маған бүгінге бөлген ризық несібең осы, мен осыған разымын, альхамдулилля деп оны аламыздағыны, ертесі күнге тағы да дайындық баста жібереміз. Осы бүгінгі жасаған қателіктерді, мынау былай болған, мен анаға сатып жібергенімде бағана, одан да қымбат кететін еді, анаған бергеніңде одан жақсы болар еді, ананы былай жасағаныңда керемет пайда табатын едің деген сияқты егерде деген нәрсені не қылмаймыз өмірімізде? Істетпейміз. Қателіктермен қалай жұмыс жасаймыз? Мен бүгін сауда барысында бір қателікке жол бердім де, сол қателіктің нәтижесінде кішкене ақша аз болып қалды маған. Мен енді былай жасамайым. Мен сол қателікті жасамағанда маған мынанша келеді деп айтпайым. Мен, мынау қателікте бізде осынша ақша аз болып қапты. Енді иншалла ертең бұл қателікке жол бермеуге әрекет жасайым деймін да, соған қарай әрекет жасайым. Өйткені қазіргі уақытқа дейінгі болған нәрсенің барлығы өтті ғой біздің артымызда. Бұның барлығы Аллах тағаланың бізге бөліп берген нәрселері. Бұған біз наразы болсақ, бұған біз налысақ, бұл бұлай болмау керек еді, бұл бұлай болу керек десек, Аллаға ақыл үйреткен боламыз. Алла, сен негізі бұны бұлай жасадың, бұлай жасасаң болмайды, бұлай жасасаң маған жақсырақ болатын еді деп ақыл үйреткен боламыз. Бұл уақытқа дейінгі нәрсе бізден кетті. Біздің бұған ешқандай неміз жоқ, енді қайтып оны өзгерте алмаймыз, істей алмаймыз, жаңағыдай оңалта алмаймыз. Және соған разы боламыз. Ал енді осыдан алдыңғы нәрселер маған не берілетінін білеміз бе біз? Білмейміз. Ондай болса, осыдан алдыңғысын ең жақсы көріністе өткізуге әрекет жасаймыз. Әрекет жасадық. Әрекет жасағанымыздан кейінгі бізге берген нәрсеге Аллаға не істейміз? Разы боламыз. Міне бұл тағдырға иман келтірген нағыз момын мұсылманның өмірлік ұстаным осындай болады. Одан кейінгі бұл хадистегі тағы да бір алынатын дүние, әрбір момын мұсылман жаңағы біреуге қол жайып отыруы оған абырой емес. Момын мұсылманның біреуге қол жайып отыруы ешқандай оған абырой алып келмейді. Адамдардың арасында да абырой алып келмейді, Алланың алдында да абырой алып келмейді. Адамдардың арасында қойшы соны сұрай береді, еш тоймайтын бір тойымсыз біреу екен деген атаққа ие боласыз. Алланың алдында кешегі хадисіміз бар еді ғой, өзінде жеткілікті ризық несібесі бола тұра, қайта мал дүниені сұрай берген адам қияметте бетсіз тіріледі дейді. Бетіндегі еті жоқ болып тіріледі дейді. Екінші бір хадисте беттерінің бәрі тырланған қара бет болып тіріледі. Құдайдың алдында барып жүзі жарық болып тұрамайтындай дәрежеде. Неге? Өйткені өзіне лайықты нәрсесі бар еді, бірақ тағы да беріліп атқан кезде жүгіріп барып маған бер деп
бетсіз болып ұялмай осы өмірде ала берді ма, онда қияметте де оның несі болмайды, қияметте де Алланың алдына оған жүзі жарық болған жүз берілмейді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін момын мұсылман осы өмірде барымызды салып еңбек етеміз, барымыз салып еңбек етеміз, түрлі себептердің бәрін қолданамыз. Мәселен огород, мәселен біз енді диқаншылыққа көп мән бергеннен кейін, жаңағыда диқаншы жайында көп мағлұмат білгеннен кейін көбіне сол нәрсені айтамыз. Мәселен, огород ектім, капуста ектім, өзінің уақытысында егем, уақытысында шабам, уақытысында дәрі берем, үстіне көлеңкі жауы керек болса көлеңкі жауам, көң беру керек болса көң берем, ақсай алу керек болса ақсайын алам, керекті дәрумендер беру керек болса, яғни сол капустаның керемет өндіріп шығуға бүкіл жағдайдың бәрін жасайым, істейм, Аллахтан үміт етіп, соңында сол капустадан қанша ақша табам, не деймін Аллаға? Альхамдулилла, сен маған ризық қылып берген нәрсең осы, мен саған разымын деймін. Міне момын мұсылманның өмірі осындай. Мал шаруашылығында да сондай. Ол малдың төлдеуі, ол малды бағу, оған уақытылы жем беру, уақытында су беру, астын тазалау, қыста бір жерге алып бару, жазда бір жерге алып бару, шомылдыру, дәрілеп тұру, осының бәрін жасайым. Соңғы нәтиже келген кезде Аллах маған нені нәсіп қылады? Соған разы боламын. Жаңа магазинде де сондай, азында шығам, ерте барам, әдемі қылып магазинді ашам, жан-жақтарын тазалап қоям, товарный вид қылып, керемет қылып қоям, арқасында жамандарын қоймайым, бірақ жамандарын да жақсыларын да әдемі қылып қоям. Товарный вид деген сөздің мағынасы бетіне әдемісін қойып, арқасына жаман қою емес. Яғни ананы адам көрген кезде бір әуезі келіп, алатындай дәрежеде немді жаңағыдай өзімнің товарларымды сәндеймін, реттестірем, көзге қайсы жақсы түседі, келген кезде жылы жүзбен күтіп алам, әдемі сөйлеймін. Яғни саудамның жүруіне бәр нәрсені жасаймын, Аллах тағаладан үміт етіп, соңында қолыма қанша ақша түседі, Аллаға мен не болам? Мен разы болам. Таксистке шығам, азанда ерте шығам, қай көшеде адамдар көп тұрады, қай көшемен шықсам ертерек ақша табам, ана жерде кім бар, мына жерде кім бар, солай алуға әрекет жасаймын, қай уақытта шықсам адамдар қалай қай жаққа қарай тез жүреді, соның бәрін реттестіріп істеймін, машинамды әдемі қылып қоям, ішін тазалап, жуып тазалаймын, ішіне әдемі әтірлер сеуіп қоям, машинамды тап-таза қылып алам. Сөйтем де сонымен еңбектеніп шығам, кешке таман қайтып келген кезде Құдай маған не берді? Соған разы боламын. Міне бұл нағыз момын мұсылманның өмірдегі бүкіл нәрседегі ұстанған ұстанымы осы. Және сол жұмыстарым барысында, диқаншылығымның барысында, таксистігімнің барысында, мал шаруашылығым барысында, саудамның барысында нені ұмытпайым? Аллах тағаланың қағидаларын ұмытпайым. Не нәрсе халал, не нәрсе харам, не істесем дұрыс болады, не істесем бұрыс болады, соны ұмытпайым. Тағы да намаздың уақыттары келген кезде намаздарымды орындаймын, құлшылықтарымды орындаймын, Рамазан айларында оразамды ұстаймын. Осылайша өмірімді де алып жүрем, ақыретімді де абыл жүрем. Қашан өмірлік жұмысым мен ақыретім бір-біріне тең келіп, екеуін біреу таңдау керек болып қалған кезде, нені таңдаймын? Ақыретті таңдаймын. Себебі ол мәңгі. Сонда ғана бұл өмірде шынайы бір момын мұсылман боламыз. Адамдарға ислам десең, адамдар исламды, мұсылманшылықты басқаша көрсетеді. Ол не істемейді, ол анағанда бармайды, ол жұмыс істемейді, субханалла, не істейсің оны, сән деп Құдай берсе аласың, бермесе алмайсың, саудаң болса, Құдай нәсіп болса болады, болмаса болмайды. Оны әдемі қылып не істейсің, бөлмені әдемі қылып не істейсің, машинаңды олай әдемі қылып не істейсің. Ол огородың олай шаба бермесейші, ол шапсаң да шаппасаң да Құдайдың саған жазғаны болады ғой деген сияқты сөздердің барлығы діннен емес. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға барған кезде, Мәдинада білесіздер құрма өсіретін болады. Құрманың сезоны келген кезде сол құрманың ішінде еркектері болады екен де, әйелдері болады екен. Ұрғашылары дейміз ба, не дейміз енді? Ұрғашылар десең болмай қалады, әйелдер дей берейікші. Ерлері және әйелдері болады екен. Міне қазақ тілін оқыған, біз сияқтылар енді білмей қалам. Аналық, аталық дегені болады екен. Енді ауылдың балалары осындай енді. Сол аналықтары құрма салады да, аталықтары салмайды. Бірақ ол аталықты алып, аналықтың ортасына бетіп түйіп байлап қоймаса, ол аналықта салмайды. Будандастыру дейді бұна. Біз жаңа гүлдерді барып, нелер будандастырып неғып кетеді ғой. Әселелері барып, жаңағыдай аналықтар мен аталықтарын араластырып, кейін содан жемістер әдемі болады ғой. Әселелері жұмыс істейді. Ал құрманы арнайы адамдар істейді деген соны. Біз осы жылы неге барған кезімізде, умраға барған кезімізде, сол уақытқа түсіп қаппыз. Мынау құрманың шақтарын ала дегенде, ортаға бір аталықты қоя деген, аналықтың бәрін байлап, жанына бит байлап, қыстырып қоя деген былайынан. Содан анау тозаңдана дегенде өнімді жақсы береді екен.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде құрма жоқ, ондай нәрсемен айналыспаған, Мәдинаға барған кезде анау жаңа Мәдинаның тұрғындары солай істеп жатқанын көреді. Сөйтіп пайғамбарымыз айтады, не істеп жатсыңдар дейді. Олар түсіндіріп береді, я Расулалла, осындай құрма деген осындай болады, мынаны былай жасасақ осындай керемет өнім аламыз. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, яғни Аллах тағаланың қалауы болады ғой, бәрібір бұны олай жасасаң да жасамасаң да деген сияқты бір сөз айтады. Оны естіген сахабалар ол жұмысын не қылады? Істемей ақ қоя салады. Келесі жылы құрмалар жақсы салмайды. Сонда пайғамбарымыз айтады, өмірлік жұмыстарыңда өздерің тәжірибеден не жақсы деп білсеңдер, главный Аллахтың шариғатына қайшы келетін харам болмаса, оны өздерің ар жаққа жұмыстарын жасап кете беріңдер дейді. Бұлдан не шығады? Бұлдан, яғни өмірде кез келген саланың дамытудың жолдары бар. Кез келген саланы, ол диқаншылық болсын, ол мал шаруашылығы болсын, ол бизнес болсын, ол жаңағыдай базардағы жағдай болсын, оның дамыту жолдары бар. Егер де сол дамыту жолы харам болмаса болды, адам оны емін-еркін пайдаланады. Пайдаланғанды ұмытып қоймайды. Сол дамытқаннан емес, маған келетін нәрсе. Дамыту ол не? Ол себеп. Сол себептің нәтижесі кімнен? Ол Аллахтан. Мен қалай дамытам, Құдай маған бергеніне соңында не болам? Мен разы болам. Ал Құдайдың маған бергеніне разы болып шүкірлік ету немен болады? Біріншіден, Құдайдың бергеніне разы болам, оған деген шүкірлігім немен болады? Малдың шүкірлігі соны бөлісімен болады. Оның зекетін шығарумен болады, оның ұшырын шығарумен болады. Оны адамдармен бөлісімен болады. Егер де мен Алланың маған жазғанына разы болсам, және маған берген нәрсесінен зекетімді беріп, ұшырымды беріп, адамдарға садақамды беріп, оны бөлісе алсам, міне Аллах бізден қалаған дін осы. Сол үшін біздер өмір сүрген кезімізде ең кәсіптеріміз, әрқайсымыздың кәсібіміз өзіміз білеміз, кәсібімізді дамытудың бүкіл жағдайларын жасаймыз, бүкіл нәрсенің бәрін жасаймыз, бірақ Алла субхану тағаладан соңғы нәтиже не болса да, Аллаға разы болып, Аллаға шүкірлігімізді айтамыз. Және бүгінгі жасаған қателіктерді мен отырып алып, бұлай жасағанда бұлай болмайтын еді. Мынаны бағана бірінші клиент сұрады, 15 мыңға сұрап келген еді, сен бермей қойдың, кейін сен оны 10 мыңға сатып жібердің. Сол бірінші клиентке берген кезінде 5 мың пайда қалатын еді деп ұрсып әңгіме айтпаймыз. Бірінші сауда екенде, Құдай қаласа ендігіде бірінші саудаға барем деп, ендігі күнге дайындаламыз. Өйткені өтіп кеткен нәрсе жайында талқылағанда қалай бұлай жасағанымызда керемет болып кетешеді деп разы болмау, бұл Аллаға айтқан ақылымыз болады. Бұлай жасамаймыз. Бірақ болашақта ол қателіктерге жол бермеуге әрекет жасаймыз. Көбінесе мына футболистерге де бір ескерту, футбол ойнаған кезде жаңағыдай гол ұрамай қалады, ол нападающий барады, гол ұрамай қалады, кейін жаңағы біреу защита жақсы сұрамай қалады, вратар жақсы шықпай қайтарамай қалады. Сондай жағдай болғаннан кейін жаңағы футбол ойнап біткеннен кейін отырып бір-бірімен айқайласады. Сен бағана үйтпедің, мен жап деп айттым саған, жаппадың, сен дұрыс қайтармадың, сен бағана қайтарған кезінде жеңілмейтін едік, сен гол ұрған кезінде жеңіп кететін едік деген сияқты сөздер бар ғой. Бұларды бұлай талқылауға болмайды. Қалай талқыласақ болады? Тек жақсы жігіттер, бүгін ойын өте керемет болды. Бірақ бізде осындай қателіктер болды. Кеңдер, келесі ойында бұндай қателіктерге жол бермейік. Осындай талқылауға болады. Сен бағана тепкен кезіңде біз жеңетін едік деп талқылауға болмайды. Келесі ойында дұрыс тепсең, жеңетін шығарымыз деп талқылауға болады. Жақсы ма? Өйткені осы уақытқа дейінгі болған нәрсенің барлығы ол жазылған, бекітілген, қойылған, нүктесі қойылған, ол жайында пікір айту Аллах тағалаға, Алла сен осы жерде сәл қателестің деген сөзбен бірдей, Құдай сақтасын. Ол нәрсеге мән беруіміз керек екен. Одан кейін хадис Абу Хурайра радиаллаху анхудан келеді. Қала Расул саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз айтады. Сендердің біреулерің дейді. Сендердің біреулерің, бағана хадис сияқты, сендердің біреулерің өздерінің жіптеріңді алып, сол жіптеріңмен отын теріп, ол отындарыңды арқаларыңа арқалап келіп, соны адамдарға келіп сатып, қанша тапсаң да, сол тапқан нәрсеңді жеуің адамдардан барып сұрап жүргеніңнен абзал дейді. Бір қызық нәрсе бар. Мәселен, менде ақша табу жолы бар. Менде екі вариант бар. Не сол жіпті аламда тауға кетіп барып, отын жинап келіп, соны сатып ақша табам, не болмаса көшеге шығамда машиналар тоқтатып, олардан не сұрайым? Хайыр сұрайым. Екі жол бар. Хайыр сұрауға шариғат маған, егер денсаулығым осындай болса мүлде рұқсат бермейді. Харам болады. Бұлай істеуге шариғат хайыршы қылуға, адамдарды хайыршы қылуға үйретпейді. Бірақ менде сонда да екі жол бар. Біреуі хайыр сұрау жолы бар, біреуі жұмыс істеп ақша табу жолы бар.
Адамдар ойлайды, қазір мен барамда ақша тапсам, ары барса 5.000 теңге табам. Ал қайыр сұрасам, ол бір 7-8 мың, 10 мың болып кетуі де мүмкін ғой, біреу 10 мың теңге бере салуы да мүмкін ғой маған деген ой болады. Сөйтеді де қай жақты таңдайды? Қайыршылықты таңдайды. Сөйтіп бар ақша сұрауға әрекет жасайды. Бір кішкентай бір көрініс қой, бірақ ұмытпаңыз. Екеуінің соңғы нәтижесіндегі 5 мың болатын болса, мына жолмен барсаң да сол 5-іңді аласың, мына жолмен барсаң да ол 5-іңді аласың. Қайыршылықты таңдағандығым үшін көбірек аламын, мына жол таңдаса мен көп ала алмаймын деген нәрсе жоқ ағайындар. Бұл халал кәсіп пен харам кәсіп сияқты. Мәселен, мен бүгін азанда жұмыс істеуге көшеге шықтым. Кешке таман Аллах тағала маған кешке таман маған 10 мың теңге алып келесің деген пешенеме не қылған? Тағдырыма 10 мың теңге жазылған. Бірақ менде екі жол бар. Халал жолмен барып тауып келу бар, харам жолмен барып тауып келу бар. Мен халал жолмен баруға еріндім де қиын болғандығы үшін харам жолмен барып 10 мың теңге тауып келдім. Егер де мен азанда осы халал жолмен барғанымда да мен қанша тауып келетін едім? Мен 10 мың теңге тауып келетін едім. Халал харам жолмен барғандығым үшін мен 11 мың теңге, 12 мың теңге алып келмеймін. Адамдар соны ұмытпау керек та. Мен мынау жол оңайрау, мынау жол жақсылақ, мен көбірек ақша табам. Жоқ. Сіз халал жолмен жасасаңыз да дәл сол ақшаны табасыз. Харам жолмен барсаңыз да одан артығын таппайсыз. Тек қана халал жол кішкене қиын, еңбектену керек, қиналу керек. Ал харам жол кішкене не? Оңай. Бірақ ол оңайдың артында не тұр? Оңайдың артында азап тұр. Қиынның артында не тұр? Қиынның артында рахат тұр. Қарасаң, халал жолмен істеген адам екі өмірде де ұмытылып атқан жоқ. Кішкене қиналды, бірақ сол ақшаны алды ма? Сол ақшаны алды. Ақыретте не алды? Жәннатты алды. Харам жолмен жұмысқа шыққан адам ше? Ол оңай болды. Бірақ сол ақшаны алды ма? Сол ақшаны алды. Мынадан көп алған жоқ. Бірақ ақыретте неге жетті? Ақыретте Алланың азабына жетті. Сол үшін мұсылман кәсіп істеген кезде халал жолмен жасасам мен мынанша мың табам, харам жолмен жасасам мен мынанша одан 10 есе көп табам деп ойлауға болмайды. Алла субхану тағаланың ризықын халал жолмен тапсаң да, харам жолмен тапсаң да, саған бекітілген ризықты, бекітілген өмірді сүресің. Соған дұрыстап мән беру керек болады. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадис, бұл да Абу Хурайра радиаллаху анхуда жетеді. Пайғамбарымыз айтады, Дауд алейхиссалам өзінің жұмысынан нәпақасы тауып жейтін еді дейді. Дауд алейхиссалам білесіздер ғой, кім болған ол кісі? Темірші болған, темір ұстасы болған, пышақ жасайтын, қылыш жасайтын, яғни жебенің басын жасайтын, яғни темірді балқытып, сонымен жұмыс істейтіндей дәрежедегі кісі болған. Дауд пайғамбар болса да, жаңа өзінің несі болған дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кәсібі болған дейді. Ал пайғамбарымыз тағы да хадисінде айтады, «Кәне Закария алейхиссалам наджаран». Закария пайғамбар кім болған дейді? Ол ағаш ұстасы болған дейді. Мебельшік болған, былай айтқыңыз, мебельмен айналысатын, стол жасайтын, полкалар жасайтын ағаш ұстасы болған дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да бір хадистері, Адам алейхиссаламды пайғамбарымыз кім болған дейді? Адам алейхиссалам диханшы болған дейді. Адам алейхиссалам диханшы болған. Нух алейхиссалам не болған? Ол да ағаш ұстасы болған. Сонымен бірге Дауд алейхиссалам ол кім болған? Темір ұстасы болған. Ал кейбір риуаяттарда Муса алейхиссалам ол жазушы болған дейді. Жазушы болғанда қалай? Яғни кезінде кез келген адам жаза бермейтін болған ғой. Міне сол адамдар тарапынан ақшаға сөздерін жазып беретін, хаттарын жазып беретін жазушы болған. Ал барлық пайғамбардың көпшілігі немен айналысқан? Қой бағумен айналысқан. Жалпы айтқан кезде кез келген пайғамбардың өмірінде өзінің нәпақасын табатын қол еңбектері болған. Пайғамбарлардың ешқайсысы адамдардың хаққысымен өмір сүрмеген. Соны ұмытпаңыз. Пайғамбарлардың ешқайсысы адамдардан жинап өмір сүрмеген. Бұл жағынан бүткіл пайғамбарлар пәк. Өйткені Алла субхану тағаланың адамдары ол айтқан кезде, Аллах тағала тарапынан келген, жіберілген адамдар, егер де олар өз ешесе істемесен, адамдар алып кеп, мені адамдар бағу керек, мені адамдар қарау керек деп отырса, бұл Аллах тағаланың дініне сөз келеді. Аллах тағаланың абыройына, Аллах тағаланың ұлылығына тіл келеді, сөз келеді. Сол үшін пайғамбарлар адамдардың қолында емес, бәлкім өздерінің қолдарымен өмір сүруге, өздері тапқан нәфақаларын өздері жеуге не істеген, әдеттенген, әрекет жасаған және солай өмір сүрген. Бұл жолда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мал шаруашылығымен айналысқан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бизнесмен де айналысқан, жаңағыдай саудамен де айналысқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кісілермен ортақтас сауда, яғни мушарака дейді, мудараба дейді, бір саудада ортақ болып саудада жасаған.
Дұрыс, өмірінің көп бөлігінде дін жолында жаңағыдай адамдарға көп жәрдем беріп, дін жолында көптеген іс шаруаларды ұйымдастырған, бірақ ешқашан үйіне мал дүниені, алтын күмісті адамдардан жинап алмаған. Өйткені кешегі хадистерімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірін қалай болғанын естідік. Айша анамыз айтты ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірден өткен кезде үйде бір уыс арпадан басқа нәрсе жоқтығын дейді. Үйде бір уыс арпадан басқа нәрсе жоқтығын дейді. Тағы бір хадисте бір анамыз айтады, пайғамбарымыз дүние өткен кезде оның артынан не мал қалды, не құл қалды, не жер қалды. Бір жерде бір жері бар еді, пайғамбарлар қайтыс болғаннан кейін олар артынан мирас қалдырмайды деген хадиспен ол жерді де адамдарға не қылды дейді? Бөліп берді дейді. Ал бір хадисте пайғамбар Айша анамыз жаңағы қолында екі матаны алып шығады ғой, изар мен көйлегін, екі көйлегін алып шығып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы екеуінің үстіне дүниеден өткен еді деп, екі жаңа киімін алып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына мал дүние келмеді ма? Келді, өте көп мал дүние келді. Алтындар келді, түйелер келді, сиырлар келді, қойлар келді, күмістер келді, дүниелер келді. Өте көп дүние келді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келген нәрсенің барлығы не істеп отырды? Барлығын адамға таратып отырды. Бұл жағынан біздің пайғамбарымызда және бүкіл әлемге түскен, бүкіл әлемдегі пайғамбарлардың барлығы өздерінің өзін тамақтанған кезде, семьясын тамақтандырған кезде, бала шағасын тамақтандырған кезде өзінің маңдай терімен не істеген? Еңбек етіп тамақтандырған. Ешқайсысы адамдардың қолына қарап, адамдар берген нәрсемен өмір сүрмеген. Мұсылмандарға да бұл сабақ болу керек. Мұсылмандар да адамдардың артымен өмір сүретін адамға айналмау керек. Және кешегі сабағымызда айттық қоя біз, өзінің қажетіңе жетерлі бола тұра, одан артықша сұрау ол харам. Өзіңе қажетіңе жетерлі бола тұра, артықша сұрау ол харам. Және де кешегі сабағымызда айттық біз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің қажетіне жетерлі бола тұра, өзінің мал дүниесін көбейту мақсатында адамдардан сұраған адамдардың әр тиыны, әр сұраған ақшасы тозақтың бір несімен тең дейді, тозақтың бір тасымен тең дейді. Жәмран. Мәселен, мен өзімнің жететін мал дүнием бар, Құдайға шүкір, өзімнің қарнымын тойғызатын, киімім бүтін қылатын мал дүнием бар. Бірақ ада жақта мал дүние таратып жатқан кезде барамда, одан да көп мал дүние жинап алу үшін адамдардан ала беруді әдеттендірсем, пайғамбарым не еді? Сен тозақтың отынан басқа нәрсе жинап жатқан жоқсың дейді. Бұл нәрседе момын мұсылмандар өте не болу керек? Сақ болу керек екен. Одан кейін хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Михтат ибн Ма'ади Кариб радиаллаху анхудан келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашан ма акала ахадун та'аман қатту хайран мин ан я'кула мин амали ядихи. Ешбір адам дейді, өзі еңбектеніп, маңдай терімен тауып жеген нәрсесінен де жақсы нәрсе жемеген дейді. Өйткені біз айттық қой кеше сабағымызда, бұл өмірде бізге келген әрбір нәрсе, және бізден кеткен әрбір нәрседен есеп болады. Қияметте маған келген әрбір ақша, маған келген әрбір ризық несібе, және менен кеткен әрбір ақша, менен кеткен әрбір ризық несібеден қияметте есеп болады. Міне сол ризық несібелердің ішіндегі ең жақсысы дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, адам өзі маңдай терімен тауып жегені дейді. Жалғастырып айтады. وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. Кезінде Дауд алейхиссаламның өзі де пайғамбар бола тұра, адамдардың барлығы оған сеніп, адамдардың бәрі оның артынан ілесіп, адамдардың бәрі оның артынан жаңағыдай жамағат бола тұра, өзінің өмірін оларға тастамаған дейді. Сендер мені қараңдар, маған мені бай қылыңдар, маған үйтіп беріңдер, маған бүйтіп беріңдер деп тастамаған. Бәлкім ол немен айналысқан? Темір шаруашылығымен айналысып, сол өзінің маңдай терімен бала шағасын баққан дейді. Бұл кез келген пайғамбарлардың несі? Ұстанымы. Ал енді өмірде кешегі хадисіміздегідей, Омар радиаллаху анхудан басынан кешкен оқиғадағыдай, мәселен біреу келіп сізге бір сыйлық беріп жатса, біреу келіп сізге бір киім кигізіп жатса, сізге келіп біреу ақша беріп жатса, сізге біреу келіп үй беріп жатса, егерде сен жүрегіңде со нәрсені дәмеленбеген болсаң, соны алуды қаламаған болсаң, сонда да адамдар келіп саған беріп жатса, пайғамбарымыз айтады, оны ала бер дейді. Ал дейді. Қаласаң оны өзіңе істетесің, қаламасаң адамдарға таратып жібересің дейді. Бірақ адамдар саған шын пейілмен сен қаламасаң да саған алып келіп жатса, одан алсаң, оның жүрегіне бір қуаныш сыйлайсың дейді. Қағида. Момын мұсылмандар ешкімнен ешесе дәмеленбейміз. Маған мынанша берсе қалай болады, мынанша берсе қалай, ешкімнен дәмеленбейміз.
Бірақ ұмытпаңыздар, бұл кәдімгі айлыққа жұмыс істейтін нәрсе, айлықтан бөлек нәрсе бұл. Айлықтан бөлек нәрсе бұл. Айлық ол өз алдына бөлек тақырып. Бұл жердегі айтылып жатқан нәрселер айлықта емес, жұмыстың артынан келмейтін, адамдардан келетін ақшаларға байланысты. Егер де адамдардан келетін ақшалар, адамдардан келетін жаңағы мал дүниелер, егер де мен соны жүрегіммен дәмеленген болсам, соны алуды қалаған болсам, онда ол маған харам болады. Онда ол маған харам болады. Мен мейлі ұстаз болайын, мен мейлі уағызшы болайын, мен мейлі имам болайын, мен мейлі қарапайым адам болайын, немесе мен мейлі халықтың қызметін қылып жатқан кез келген адам болайын. Егер де адамдардың қолындағы мал дүниені жинау үшін әрекет жасап жүрген болсам, солардың мал дүние маған берілсе екен, маған машина мінгізсе екен, маған киім әперсе екен, маған телефон әперсе екен деген арман үмітпенен жұмыс істеп жүрген болсам, олардың қолындағы нәрсені алу маған харам болады. Бірақ менде онда ешқандай ниет болған жоқ. Ешқайсынан машина күткен жоқпын, ешқайсынан үй күткен жоқпын, ешқайсынан мал дүние күткен жоқпын. Бірақ өзімнің амалымды, жұмысымды істедім. Бір адам келіп маған сол нәрсені ұсынса, оны маған алу ол халал болады. Қаласам өзім істетем, қаласам оны не қылам? Адамдарға садақа қылып беріп жіберемін. Бұл момын мұсылманның дүниеге байланысты ұстанымы осындай болады екен. Жалпы айтқан кезде қорытынды ретінде бұл кішкентай тақырыпты адам баласы жейтін, адам баласы киетін, адам баласы ішетін ең жақсы нәрсе оның маңдай терімен тапқан дүниесі болады. Және оның қияметтегі есебі маңдай терімен таппаған нәрсесінен бөлек болады. Өйткені ол хайыр, өйткені ол жақсылық, ол ешқашан ол адамды жаңағыдай бір минусқа алып кетпейді екен. Жақсы, осы біздің 59-шы тақырыбымыз. 60-шы тақырып. 60-шы тақырыбымыз бабул карам вал жуд вал инфақи фи вужухил хайри сиқатан биллахи та'ала дейді. Яғни карам деген жомарттылық, ашық қолдылық, жомарт болу. Кешегі тақырыбымызда пайғамбарымыздың бір хадисін естіп қоя, сахауа деген нәрсе бар. Біз сахауатты бай деп айтамыз ғой біз. Сахауатты байлардан болайық деген се. О, мынау сахауат өзбектің тілінде көп қолданады. Сахауатли екен дейді ғой, мәселен өзбектерше. Сахауа деген нәрсе қолыңдағы бар нәрсе өзіңе жетерлісінен артығын біреуге беруді қалап тұру деген бір сезім болады сенде. Бұны сахауат дейді. Қолыңдағы бар өзіңе жетерлісінен артығын біреуге беруді қалап тұрасың әрдайым. Анаған жәрдем бергің келеді, мынаған бере салғың келеді, анаған кидіре салғың келеді, мынаған ішіре салғың келеді. Осындай нәрсе пайда болса, қыз қуаныңыз. Ең жаман нәрсе өзіме жетерлісінен артығын да өзіме алып қала берсем, онда менде кішкене не бар? Менде кішкене проблема бар. Мен пайғамбарымыздың жолынан кішкене ауытқып жатырмын. Қазір пайғамбардың жолынан кішкене, мен харамға әлі барған жоқпын. Бірақ бұл нәрсе жайлап менің жүрегімді жаулап алады, мен ешкімге ешнәрсе беруімді қаламайтын, біреудің де біреуге бір нәрсе беруін қаламайтын, ана мүшриктен ешқандай нем қалмай қалады, айырмашылығым қалмай қалады. Ондай болса, момын мұсылман өзін тәрбиелеген кезде өзіне қажет болған нәрседен артығын мейлінше адамдарға беріп тастайтындай, адамдарға жәрдем бергісі келе беретіндей адамға айналып алу керек. Өмірде бар ондай адамдар. Өзімізде талай адамдарды көріп жүрміз. Пайғамбарымыздың қазір хадистерін естіген кезде бір адамдарды есіңізге түсіресіз. Мен одан жақсымын деп жүрсем, ол менен жақсы екен ғой деп. Біздер ойлаймыз ғой, біз кереметпіз, біз намаз оқимыз, біз Құран оқимыз, біз Құранды арабшадан оқимыз, біз уағыз айтамыз, адамдарға дінді айтамыз деп өзімізді кереметпіз деп ойлаймыз. Бірақ кей кезде өмірде, кей кезде емес, көп уақытта өмірде біз менсінбеген, біз оны ондай деп ойламаған, Құранды да онша бір оқи алмайтын, не болмаса мешітке де онша бір көп келмейтін, азаннан кешейін жұмыс істейтін бір адамдар өмірде кейбір мәселелерде, көп мәселелерде, кейбір емес, көп мәселелерде бізден қайда алда кетіп қалғанын көреміз. Сондай бір сипаттың бірі момын мұсылманның тұла бойында болуы керек болған, момын мұсылманға пайғамбарының сүннеті болып қалыптасу керек болған, Аллах тағаланың жолы болып қалыптасу керек болған бір сипат. Және момын мұсылманды Құдайдың алдындағы абыройын, мәртебесін өте қатты көтеріп жіберетін, адамдардың алдында да абыройы мен мәртебесін өте қатты көтеріп жіберетін бір сипат, бұл не? Бұл жомарттық. Жомарт болу, қолы ашық болу, және сахава болу. Яғни өзіндегі бар өзіне қажет болғаннан артық нәрселерін мейлінше адамдарға пайдалануға беруге әрекет жасайтын. Және тағы да бір сипат бар, осының бір мүкәммәл қылатын, биік қылатын тағы да бір сипат бар, Құрандағы айтқандай. Яғни кейбір адамдар бар, осындай дәрежеде қолы ашық, мәселен менің қолым ашық болуы мүмкін.
Бірақ мен өзіме қажетімнен тыс болған нәрсені ғана бере аламын мүмкін. Бірақ кейбір адамдар бар, өзі қажет болып тұрса да не істей алады? Оны бере алады. Құранда Аллах бұлар арнайы мақтайды. Мұсылман бар, момын мұсылман бар, қызғаншақ болған. Тағы бір момын мұсылман бар, қолы ашық болған. Бірақ ол қолы ашық не? Өзінен қажетінен тыс болған нәрсеге қолы ашық. Тағы бір момын мұсылман бар, өзі қажет болса да не істейді? Оның қолы ашық. Қажет болса да бере салатындай момын мұсылман бар. Алла осыны мақтаған. Бұдан да жоғары дәрежедегі адам бар. Білесіз бе ол қандай адам? Ол өзінің қолында жоқ. Ол біреуден алып соған беруге әрекет жасайтын адам бар. Өмірде сондай адамдар бар. Өзінің қолында ақша жоқ, бірақ қарыз сұрасаң, уайымдама бауырым, уайымдама, мен тауып беремін саған дейді. Таған барып, біреуден барып қарыз алып, саған келіп беріп жіберуге. Яғни сондай дәрежеде жүрегі сондай, қолында дүниесі қалмаса да, дүниеге деген жаңағыдай ұстанымы сондай адам бар. Өмірде. Көрсіз бе қандай дәреже? Біз қайсысындамыз біз? Өзімізде бар, және қызғаншақ болған момын мұсылманнан сәл жоғарыдамыз да, анаған әлі екінші жетіп барған жоқпыз. Бірақ өмірде жоғары уровендер. Мынау кез келген тақырып айтып отырмыз ғой біз. Кез келген тақырыпта дәрежелер бар, мәртебелер бар. Адамдардың арасында да, Құдайдың арасында да, жаңағыдай Құдайдың алдында да. Сол үшін момын мұсылман мейлінше өткен сабақтарымыздағы пайғамбарымыздың өсиеті бар ғой, дінге байланысты жоғарыдағылар қарауымыз керек. Мен жетем. Дүниеге байланысты төмендегілерге қарауымыз керек. Альхамдулилля, менде бар. Альхамдулилля, шүкір Аллаға деп. Солай амал жасасақ қана, алға қарай қадам бассақ қана, өзіміздің де имани дәрежеміз биік қылсақ қана, бәлкім махаббат, Аллаға махаббат деген тақырыбының екінші уровень оқитын бедік. 4 уровень бар дедік қой. Біреуін оқыдық, екіншісін айтсай дегенде тоқта, біреуін реттестіріп алайық деп шештік қой ақырында. Осы біріншісін реттестіріп алайық, екіншісін деп. Егер де біз осылай реттестірсек, иншалла екіншісін оқимыз. Оны реттесе, бәлкім үшіншісін оқимыз. Оны реттесек, бәлкім төртіншісін оқимыз да. Бірақ неге оны оқымадық? Өйткені біз қазір 2 мен 3-ті, 4-ті қанша оқысақ та оны біз бәрін не істей алмаймыз? Түсіне алмаймыз. Түсіне алмаймыз емес, түсінеміз. Ол кәдімгі қазақшалап айтып беруіміз мүмкін. Арабшалап хадис аяттар келеді, бірақ оны сезіне алмаймыз. Түсіну бір бөлек нәрсе, сезіну бір бөлек нәрсе. Біз түсінеміз, сезінбегендіктен жақсы шықпайды бізденше. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде Саба сүресінің 39 аятында айтады: "Вама анфақтум мин шайин фахуа юхлифуху." Аллах айтады. Яғни мынандай, жомарт болу, қолы ашық болу, мен мәселен Алла разылығы үшін жомарт болуға мені тез шақыратын нәрсе не ол? Мені жомарт қылатын, мені қолымды ашық қылатын, мен сахауатты болуға мені ерте шақыратын нәрсе не білесіз ба? Алланың алдындағы маған берілетін нәрсеге 100% сену. Жәннаттың бар екендігіне 100% сену, және ертең Алланың алдында мен соның сияпатын алуыма 100% сенсем ғана қолымдағы нәрсені мен не істемеймін? Аямай жұмсай аламын. Мен неге оны жұмсай алмайым білесіз ба? Өйткені ана жақтағы нәрсеге 100% сенбеймін. Ана жақтағы нәрсеге 100% сенбегендіктен мен не істеймін? Болмай қалатын шығар. Бопты берем, азғантай ғана беруге әрекет жасаймын. Сахабаларда қандай болған ол? Ана жақтағы сенім яқин 100% болғанда, сол үшін қолдарына ешесі алып қалмаған. Мәселен, менде не бар? Қазір қолымда 1 миллион теңге бар. Алдымда менен бәленбай жыл алдын бизнесмен болған, миллиардтаған ақшаға жеткен бір адам маған не деді? Бауырым, 1 миллион теңгең бар екен қолыңда, кел, менде әдемі бизнес план бар, осыған салайық, 2 айдан кейін қолыңда 5 миллион болмаса, мен өзім жауап деп жатыр да. 5 миллион болмаса қолыңда, мен саған 5 миллионды былай-ақ бере салам деді. Сіз ол 1 миллионды саласыз ба ол жерге? Салмайсыз ба не сіз? Мен салам. Неге? Мысалы қолында 1 миллион бар, менің жанымда бір ағам бар. Бәленбай жылдан бері бизнесмен болған. Миллиардтар айналып кеткен ананың. Мен сол 1 миллионды көбейтуім керек. Ол айтып жатыр маған: "Бауырым, сенден 1 миллион бар екен. Кел, мына жерге салайық осы нәрсені. Құдай қаласа, иншалла 3 айдан кейін, 2 айдан кейін 1 миллионың 5 миллион болады. Маған сен, егер де болмаған жағдайда мен өзім 5 миллион саған бере салам десем, мен не істеймін оны? Мен оны салам. Неге? Өйткені мен көрдім ананың өмірлік тәжірибесін көріп тұрмын, ананың жұмыс істеп жатқан бизнесінің, алып барып жатқан бизнесін көріп тұрмын, оның жаңағыдай бәленбай жылдан бері тәжірибелі маман болғанын біліп тұрмын, қазір салсам ешқандай бір қате кетпейтінін біліп тұрмын. Қате кеткен жағдайдың өзінде, банкротқа ұшыраған жағдайдың өзінде, ол үшін 5 миллион теңге түк емес, маған бере салатынында не қылып тұрмын мен? Сеніп тұрмын. Мен ол ақшаны не істеймін? Бауырым, ал деймін да, өзімнен де жақсы сенем оған.
Өйткені мен оны дұрыс емес жолға оны көбейтем деп азайтып алуым мүмкін. Бірақ ол олай жасамайтындығына мен білем. Сенем, берем. Бізге пайғамбар солай келді. Пайғамбар айтып жатыр да, бауырлар, ей адамдар деп жатыр. Мен пайғамбармын деп жатыр. Мен Аллах Тағала тарапынан келген пайғамбармын. Сен мынау қолыңдағы 1 теңгені берсең, Аллах саған бұны 10 теңге қылып береді. Ол 10-нан бұны 700-ге көбейтіп береді. Сенің ықыласыңа байланысты 700-ден де арттырып береді. Мен пайғамбармын. Маған сол Алла айтып жатыр деп жатыр да. Біз не істейміз бұл 1 теңгені ұстап алып? Шынымен солай бола ма екен деп ойлаймыз. Бұны бере алмауымыз. Просто біз шынымен жүрекпен сене алмаймыз. Сол үшін бізден ақшаны шығу қиын болады. Бұл бір ақшаны бізден шығарған кездегі қиналатын бір үлкен себебіміздің бірі сол. Ода тағы да бірнеше себебі бар. Шайтанның да өзінің ол жерде істейтін жұмысы бар. Бірақ шайтанға қатысы жоқ болған мені өзім нәпсіммен сөйлескен кезде, нәпсім айтады маған, қолыңдағы тұрған нәрсе жоқ нәрсеге айырбастаған келе ма дейді. Пайғамбар айтады, ол жоқ нәрсе емес, сен түсінсей, мен пайғамбармын, мені Алла жіберіп жатыр, мені керек па саған мұғжиза, менің пайғамбар екендігіме мені мұғжиза, мені Құран, мені дәлел, мені ғылыми дәлел, мені өмірлік дәлел, менің пайғамбар екенін сенсей, мен шынымен айтып жатыр, мынау 1 теңгеңді Алла 10 теңге қылады, мынау 1 теңгеңді Алла 700 теңге қылады, шынымен береді ертең жәннатта деп ол айтып жатыр. Сеніп сенбей ол сізден. Сенгендер беріп жатыр, сенбегендер жоты күмән бар сенде деп ойлап жатыр. Алла не дейді? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. Алла айтады, ей адамдар дейді, ей пенделерім дейді. Қандай нәрсе менің жолымда берсеңдер, فَهُوَ يُخْلِفُ. Ұмытпаңдар, Алла оны сендерге еселеп қайтарып береді дейді. Уайымдама дейді. Мен, көшеде әңгіме бар ғой, я отвечаю дейді ғой, мен жауап берем дейді ғой, мен жауап дейді ғой, Алла айтады, мен жауап дейді. Мен жауап берем дейді, мен уәде берем саған дейді. Менің жолыма бір нәрсе берсең, мен оны көбейтіп беруіме мен уәде берем дейді. Аллахтың уәдесінен артық бізге қандай уәде керек? Біз енді ойланамыз, шынымен бе, өтірік пе деп. Бұл жерде біздің ойланғанымыз ол Аллахтың уәдесі үшін ойланып жатқан жоқ біз негізі. Егер де біз Аллахтың хақ екендігін 100% сезіне алсақ, оның сөзіне екіленбей не істейтін ек? Екіленбей істейтін ек оны. Бұл жерде біздің иманымыз Алланың сөзіне емес, Алланың өзіне кішкене проблема болып тұрған болады өзінше. Валлахи, кім ықыласпенен осы өмірде бір нәрсесін Алла жолын жұмысы, міне Алла Саба сүресінің 39 аятында وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. О адамдар, сендер Аллах Тағаланың жолына қандай бір нәрсе, шейін, кішкентай ғана нәрсе болса да, үлкен нәрсе болса, айырмашылығы жоқ. Бастысы Аллах үшін де беріп жатсың ба, сен уайымдама. Аллах жауап беріп жатыр сөзіне. Ол оны міндетті түрде иншалла өзі уәде беріп жатыр, мен оны қайтарып берем сендерге. Еселеп қайтарып берем. Біреуге мен біреу қайтармайым, біреуге 10 қып қайтарып берем. Бопты, біреуге 10 емес 700 қып қайтарып берем. Бопты, ла хисаба, есепсіз қылып қайтарып беренші, мен үшін бер алшы деп Алла соған шақырып жатыр. Ал енді мұсылман береді, бермейді, бергісі келеді, бергісі келмейді, өз шешім. Бірақ ертең қияметте Алланың алдына барған кезде, Алла сен маған неге бермей жатсың енді маған деп, бұл өмірде бермегендер айта алмайды. Бұл өмірде бермегендер тек бір нәрсе істейді қияметте, Алла шайнайды, неге мен бермедім. Әшейін ақли дәлел. Қараңыз, біз қазір бір нәрсе қолымызға түсті, бір тамақ қолымызға, оны жедік. Оны жеп болғанымыздан кейін қарнымыз мүлде ашпай қала ма? Ол қайтып ашады. Сосын ол қайда кетеді? Ол түсіп қалады. Ол әжетханаға кетеді. Мысалы, киім, мүлде ескірмей қала ма? Ол ескіреді. Bir күні бұл мұсырда жатады. Түсінесіз ба? Bir жылдар келіп, бұл бір айлар келіп, бәлкім біреулер үшін бір күндер келіп, бұл бір мұсырда жатады. Біреулер кейін болмаған кейін үйдегі әйелдеріміз, мынау көйлегің керек емес па? Майлық қылам дейді да, қазан жоғыш қып тастайды. Өмір сондай. Залика матаул хаяти дуния, бұл өмірдің бәрі уақытша берілген, уақытша ғана қызмет, уақытша ғана пайдаланатын нәрселер. Ва ма индаллахи хайрун ва абқа. Ал Алланың алдындағы нәрсе ол мәңгі. Ол бұл өмірден өлсе өлігі артық, біздің қазақшылап айтқан кезде. Аллаға айтады, маған бер, мен саған еселеп берейінші. Ал енді бергендер қияметте еселеп алады, бермегендер Аллаға қияметте айшесі айта алмайды. Аллаға айтады, біз сендерге залымдық қылмаймыз дейді.
Біз сендерге бір тиын да залымдық қылмаймыз. Бірақ өздерің ғой, өздеріңе залымдық қылып жатқан дейді де ше. Субханаллах. Одан кейін қараңыз, Аллах тағала не дейді? وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Қараңыз, Аллах тағала не дейді? Адамдар дейді, пенделерім дейді. Сендер менің жолымда беріп жатқан нәрселерің әсіл білсеңдер, ақылдан істетсеңдер, فَلِأَنْفُسِكُمْ, ол өздерің үшін ғой дейді. Маған оның керек емес. Аллаға біздің беріп жатқан мал дүниеміз, біздің беріп жатқан, шалып жатқан құрбандығымыз, беріп жатқан садақаларымыз, салып жатқан мешіттеріміз, оқып жатқан намаздарымыз, ұстап жатқан оразаларымыз, барып жатқан бір тиын да Аллаға керек емес. Алла мұқтаж емес о нәрселерге. Фали анфусикум, ол өздерің үшін ғой дейді. Өздеріңнің мына жақта өмір сүрулерің үшін ғой дейді. Мәселен, мен қазір Сарыағашта тұрмын. Шымкентке көшіп кетемін. Сол жаққа мен үйім дайындалып тұр. Мен Сарыағашта тұрмаймын, қайтып келмеймін Шымкентте, Сарыағашқа. Шымкентте тұрамын сол жақта. Мен Сарыағаштағы жағдайымды жасайын ба, Шымкенттегі жағдайымды жасайын ба қазір? Мен Шымкенттегі жағдайымды жасайын. Неге? Өйткені мен Сарыағашта тұрмаймын, бол, Шымкентке барып, сол жақта өмір сүрейін деп жатырмын. Адам сондай, мына өмірі бір уақытша бір кезең. Мәңгі өмір, мәңгі жасайтын жеріміз ол қай жер? Ол жәннат. Бірақ момын мұсылман адамдар нені сәндеумен әуре? Өмірін сәудемен әуре. Аллах айтады, оны сәндеп не істейсің, бәрі қап кетеді ғой ол дейді ше. Өмір сүрмей емес, сүр, әдемі киім емес, киін, же, іш. Бірақ ұмытпа, қанша сәндесең де, қанша әдемілесең де, қанша ішіп жесең де, ол сол жақта қалып кететін нәрсе. Уама индаллахи, Алланың алдындағы нәрсе ол хайрун ва абқа, мәңгі нәрсе сол Алланың алдында дейді. Аллах айтады, сендер менің жолымда берген нәрселерің бұл маған керек емес дейді. Оли анфусикум, ол өздерің үшін ғой ол дейді. Сендердің жәннаттағы жасауларың үшін, жәннаттағы сарайларың үшін, жәннаттағы киімдерің үшін, жәннаттағы үйлерің үшін, жәннаттағы жайларың үшін, өздерің үшін ғой. Неге өздерің сараңсыңдар дейді ше. Бізде кейбір байлар бар ғой, не біреуге бермейді, не өзіне істетпейді. Сол мысал сондай осы өмірде. Не біз біреуге бермейміз, не өзімізге істетпейміз. Не біреуге беріп сауап алмаймыз, не өзімізге істетпейміз деген нәрсе біздің анау ақыреттегі жәннатымызды туырламаймыз. Өткенде бір мысал айттық қой, мәселен менде 10 миллион теңге болды. Менде 10 миллион теңге болды. Жақсы, мен 10 миллион теңгем қолыма түссе, бірінші қай жағымды туырлауға әрекет жасаймын? Шынымен, шындығымыз айтайықшы. Мен 10 миллион теңгем болса, мен так үйімді ремонттап алуым керек, газ кіргізіп алуым керек, ана жер сәл кішкентай қиналып соны алуым керек, машинамды что-то 10 миллион жетпей қалса, 20 миллион қылайын ба? 20 миллион қыласынайшы, мен 20 миллион қыласынайшы, көп қой ақша жетеді ғой алхамдулилля. 20 миллион теңге жақсы, бір машинам 14 бөліп жүрмін, что-то қытырлап жүр, ана көрші машина. Қазіргі таңда момын мұсылмандар, кеше сабағымыз айтқанымыздай, кәпір адам мен момын мұсылман адамның дүниеге байланысты ешқандай дүниеге байланысты ойлары бірдей болып қалған. Кезіндегі мұсылмандар мен кәпірлердің айырмашылығы осы жерде. Кезіндегі мұсылмандар ақыретін безендірсе, қазіргі мұсылмандар өмірін безендіреді. Иә, дұрыс, Аллах өмірді безендірме демейді, халал, безендір. Бірақ қанша безендірсең де бәрі қап кетеді ғой ол дейді. Қанша безендірсең, қанша адамдарды көрдік қой, миллиардтаған ақшалары болып кетіп қалды ғой. Қанша адамдарды көрдік, миллиардтаған ақша. Үйді әдемілеп өлтіріп салып, бейшара сол үйде бір күн ұйықтай алмады ғой, мәселен қанша адамдар. Әдемі машина алып, рахатына мен алмады ғой. Өткендегі анау судың астына барып өлу үшін бәленбай ақша жұмсатты. Судың астына барып ажалына жеді. Ол өзінің ажалына өзі ақша төлеп кірді да аның астына ше. Өмір сондай. Өмір сондай. Бұл өмір сондай ағайындар. Бұл өткінші. Аллах тағала бұл өмірде жеме, ішпе, киме демейді. Же, іш, ки. Бірақ математикалық тұрғыдан бір ойла. Сен азғантай ғана уақыт өмір сүретін өміріңді безендіргенің жақсы ма? Мәңгі болатын өміріңді безендіргенің жақсы ма? Ақли, математикалық тұрғыдан ойла. Ақылдысың ба? Ақымақсың, надансың десең қапа боласың. Ақылдысың ғой. Қарасаң, не істеп жатсың? Мен анау кәпірді қоя сал, өйткені олар ақыретте иман келтірмеген. Ол жәннаттан вообще үміті жоқ олардың. Ол өлгеннен кейін өмір бар деп ойламайды. Сен мұсылмансың ғой. Ақыретке сенесің. Алланың алды жәннатқа сенесің. Алланың алды сауапқа сенесің. Есеп кітап болуына сенесің. Тозаққа сенесің. Неге енді сол сияқты өмір сүресің? Сенде айырмашылық болу керек шығар? Болу керек негізі әсілінде.
Аллах айтады: "Ва тунфиқу мин хайрин фали анфусикум". О адамдар, о пенделерім, сендер о айдылаға жұмсап жатқан жоқсыңдар бұны. Біреуге беріп жіберіп жатқан жоқсыңдар оны. Маған беріп жіберіп жатқан жоқсыңдар оны. Жабраил, Микаил, Исрафилге бұның түк те керек емес. Ал малакул маутқа да оның керек емес. Ана сенің пайғамбарыңа да ешкімге керек емес. Фали анфусикум, өздерің үшін ғой осы нәрсенің барлығы. Өзіңе жұмсасай қатия бұл соны. Қиметіңді жайыңды реттестіріп алса ертірақ деп Аллах тағала айтқан сияқты. وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Сендер Аллах жолында берген нәрселерді тек Аллах үшін жасаңдар оны. Аллах үшін деп істесеңдер, ертең қияметте оның сауабын аласыңдар. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ лَا تُظْلَمُونَ. Негізі бағана аят жететін еді. Аяттың бас жағында айтқан сендерге берген нәрсе өздері үшін ғой деген жететін еді. Болды, өзім үшін болса мен адушы істеймін деген аят жететін еді. Бірақ Аллах бәрін біздің нәпсіміздің анау дүниеге байланысты махаббатымыздың қатты екендігін біледі. Сол үшін Аллах аяттың жаңында тағы да жалғастырып отыр. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ. О адамдар, о пенделерім, сендер де қандай да бір жақсы нәрсеге жұмсасаңдар, юваффа илайкум, уайымдама, Аллах оны еселеп береді. Уәде саған. Отвечаю деп айтқан кезде. Уәде, берем саған оны. Ва антум ла тузламун. Bir тиыныңа да тимеймін айналайын. Bir тиыныңа зұлымдық қылмайым. Bir түйір. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bir шаңның тозаңындай істеген жақсылығыңды алып қоймайым мен. Оны саған еселеп қайтармасам, оны жоқ қылмайым. Ла тузламун, зұлымдық шекпейсіңдер. Осыдан кейін де, осы аяттардан кейін де, осы сөздерден кейін де ойланасыңдар ма? Деген сияқты да болды. Біз енді сәби енді осы өмірде не үшін білесіз ба? Өйткені жүрек дүниеге қатты байланып кеткен ғой. Жүрек тек қана ақша табуды ғана ойлайды, киінуді ғана ойлайды, жеуді, кайфа болады. Мен кей кезде айтамын, анау жаңағыдай пайғамбарымыздың заманындағы бір мұнафық келіп қалса, бізге мұнафықтар осындай болады деген қоя деп айтатын шығар деп ойлаймын ше. Пайғамбарымыздың заманында мұнафықтар келіп қалса мынау ғаламға, мұнафықтар осы, ана маған қарап отырып, ана қара, ана мұнафықтың басшысы уағыз айтып жатыр дейтін шығар, Құдай сақтасын. Ағайындар, біздер өзіміз шынайы момын мұсылман болғымыз келсе, Құранда Аллах кімді шынайы момын мұсылман деген сол болайық. Конкретно шынымен сөздің ашығы сол болайық. Әрекет жасай, ол қиын емес. Әрекет жасай жетеді. Пайғамбарымыз айтқандай момын мұсылман болайық. Біз қазір қандай болып қалдық өш? Не таза мұсылман емессің? Не таза кәпір емессің, бір нәрсе болып қалдық ше қазір, Құдай сақтасын. Таза мұсылманмын дейін десем, мұсылманның бойында болу керек сипаттар жоқ. Таза кәпір дейін десем, кәлимам бар, намазым бар, әйтеуір бір нәрсе болып жүрек те қазір. Субханаллах. Одан кейін аят қараңыз, Бақара сүресінде Аллах тағала не дейді? وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ. О адамдар, о пенделерім, сендер нені менің жолымда берсеңдер де, فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Аллах біліп тұр оны, уайымдама. Аллах біліп көріп тұр оны. Бергеніңді біліп тұр, қанша бергеніңді біліп тұр. Сен болмай қалама, есінен шығып кетем екен, бермей қоям екен деп уайымдама, ойлама. Алла уәде беріп тұр сауапты асырам деп. Алла уәде беріп тұр қайтарып берем деп. Алла оны біліп тұр. Алланың білгені жетеді саған. Оны еш жерге жазып та қоймай-ақ қой. Оны еш жерге суретке түсіріп та алмай-ақ қой. Оны еш жерге апарып жариялама да қоймай-ақ қой. Адамдарға оны айтпай-ақ қой. Алла біліп тұр, жетеді сол. Оны адамдарға рия қылып, мен мынаны беріп жатырмын, мен бүгін жаңа садаға беріп жатырмын, мен бүгін пәленшеге жәрдем беріп жатырмын, мен бүгін түгеншеге жәрдем беріп жатырмын деп рия жолын жасамай-ақ қой. Инналлаха бихи алим. Алла біледі ғой, оны жетеді ғой сол. Өйткені сен оның сыйлығын кімнен күтесің? Негізі әсілінде Алладан күтесің ғой, адамдардан емес қой. Алладан күтетін болсаң, не істейсің оларға мақтанып? Алланың білгендігі жетпей ма саған дейді ше. Бұдан да басқа аяттар өте көп бұған байланысты. Әсіресе дүниеге байланысты Алла субхану тағала бізге көп ескерткен. Өйткені пайғамбарымыз айтады ғой, мен сендердің бір Құдайдан басқа біреуге құлшылық қылып кетулерінен қорқпаймын дейді. Сендер Құдайдан басқа біреуге құлшылық қылмайсыңдар сендер дейді. Бірақ менің қорқатын нәрсе мынау дүние есік ашылып сендерге, сол дүниенің артынан жүгірем деп алдыңғы қауымдар сияқты құрдымға кетіп қаласыңдар ма деп уайымдаймын дейді. Шын мәнінде сондай. Қараңыздар, қызық. Аллах тағала Құранда ақимус сола дейді. Намаз оқыңдар дейді. Адамдарға тіке бұйырады, намаз оқыңдар дейді. Кутиба алейкумус сияму дейді. Сендерге ораза бекітілді сендерге дейді. Ораза ұстаңдар дейді. Жаңағыдай қажылық міндеттелінді дейді. Тағы не қалды өзі?
Не қалды? Зекет қалды. Зекетке байланысты екі түрлі аят айтады. Біріншісі айтады, ату зака дейді. Зекетті беріңдер дейді. Яғни мұсылмандардың ішінде сондай адамдар бар, мұсылмандар зекет беріңдер десе, құп болады деп бара салады да, бере салады. Бірақ барлығы бере сала ма? Жоқ. Бір аятта ату зака дейді, екінші аятта пайғамбарға айтады, хуз мин амуалихим садақатан. Ей Мұхаммед, оларға барып, олардың бар малының зекеттерін ал дейді. Әйтпесем олар бере алмай жатыр дейді. Зекетке байланысты екі түрлі не бар? Бұйрық бар. Біреуі тікелей өзіне бұйырады, біреуі арқылы істеткізеді Аллах Тағала. Неге? Өйткені жүректегі дүниенің жүрекке қатты орналаса алатындығынан. Жүрекке дүние не үшін қатты орналаса алады, білесіз ба? Өйткені бұл жүрек сол дүниеде рахаттанып өмір сүру үшін жаралған. Қызық әңгіме естіңіз қазір? Дүниеде рахаттанып өмір сүру үшін жаралған. Жүрек соны қалайды. Одан басқа нәрсені, яғни нәпстің жүрегі тойсын. Анау бір бағана нәпсіміз соны қалайды. Жүрек демей-ақ қойғыш, нәпс дегіш. Біздің нәпсіміз рахат өмірді қалайды. Сол үшін осы өмірдегі рахат нәрсені алғысы келе береді. Аллах Тағала бізге ұсынады. Мына өмір кішкентай өткінші көрсетеді. Көрдің бе? Иә, көрдім. Мен зор нәрсені дайындадым саған дейді. Бұдан да керемет нәрсені дайындадым дейді. Соған қарай жүгірсе дейді. Шынымен, нәпсіміз жәннетқа барған кезде толық рахатқа бөленеді. Бұл өмірде толық рахатқа бөлене алмаймыз. Миллиардтер, біреулер бар ғой, мен үйімнің терезеге жаңа долларды теппешек қылып мінем дейтін адамдар бар ғой. Терезеге долларды теппешек қылып мінем дейтін адамдардың жүрегінде арманы көп әлі. Бітпеген. Сондай өмірде. Мен де жаяу жүрсем велосипедім болса екен деймін. Велосипедпен кетіп жатсам Жигулиім болса екен деймін. Жигулиіме кетіп жатсам кішкене иномаркам болса екен деймін. Иномарканың ішінде Аудимен кетіп жатсам, кішкене ескі Аудимен кетіп жатсам, бір жаңалау бір Тойота алсам ба деп ойлаймын. Тойотамен кетіп жатқан кезде одан жаңасын Lexus солай. Анау ең мықты машина алғаннан кейін жаңа вертолетті алсам ба, что-то вертолет болмасын болмай жатыр. Вертолет алғаннан кейін самолет, частный самолетім болса қалай болады? Самолеттен кейін ғарышқа ұшып келсем қалай болады? Ғарышқа ұшып келгеннің арманы қалмады деп ойлайсыз ба? Ар жақта не бар екен деп отырады. Сондай бұл нәпс деген. Нәпсті қанағаттандыратын, 100% қанағаттандыратын бір-ақ жер бар. Ол жәннат. Бұл өмірде ешкім нәпсті қанағаттандыра алмайды. Сол үшін Алла Субхану Тағала бұл өмірде уақытшасын нәпсің ад-души толығымен рахатқа бөлінетін жәннаттың әрекет жасасай дейді. Бірақ сонша айтса да, сонша шақырса да, біз бітіп отырамыз. Не болады екен? Шынымен бола ма екен? Ай, деп, субханаллах. Аллахымыз қайыр болсын. Жақсы, хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Ибн Масуд радиаллаху анхудан келеді. Ла хасада илля фил иснатайин дейді. Бұл өмірде адам баласы басқа бір адамның қолындағы дүниеге қызуға болмайды дейді. Өйткені оған берілген нәрсе сол, саған берілген нәрсе осы. Оған қызығып, хасад қылуға болмайды дейді. Тек қана екі кезде ғана рұқсат дейді. Біріншісі, Алла Субхану Тағала бір адамға не берген? Бір адамға білім берген дейді. Бір адамға білім берген дүниеде, сол білімі арқылы ол адамдарды Алланың рахметіне сүйреп жатыр. Алланың жәннатына сүйреп жатыр. Алланың тозағынан құтқарып жатыр. Себеп болып. Сен соған қызықсаң болады дейді. Қане енді Алла, менде де сондай білім болса, мен барып, мен де сол сияқты сенің дініңе қызмет қылсам деп қызықсаң болады дейді. Екінші дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Аллах Тағала біреуге мал берген дейді. Дүние берген, атаға абырой берген. Сол мал, дүние, атаға абыройменен ол Алланың дініне қызмет қылып жатыр дейді. Адамдарға жәрдем беріп жатыр, жетім жесірлердің жағдайын жасап жатыр, мешіт медреселер соғып жатыр, осылай жұмыс жасап жатыр Алла разылығы үшін. Сол адамға қане енді Аллах Тағала маған бір мал дүние берсе, мен де осы сияқты Алланың дініне қызмет қылсам ғой деп қызықса болады. Бұдан басқа нәрсеге қызығудың қажеті жоқ дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Хасад деген нәрсе харам. Хасад деген нәрсенің екі түрлі мағынасы бар. Біріншісі харам мағынасы ол не? Біреудің қолындағы болған нәрсені ода жоқ болып, менде болса екен деп армандау. Ол харам. Екінші бір көрінісі бар, бұны біз қызығушылық деп айтамыз. Екінші көрінісі не? Ондағы болған нәрсе бола берсін. Менде де солай болса, мен де сол сияқты амал жасасам екен деп армандаймыз, бірақ екі кезде ғана рұқсат берілген. Білімде және Аллах разылығы үшін жұмсалатын мал дүниеде. Осы нәрсеге не берген? Рұқсат берілген екен. Ондай болса, момын мұсылмандар өзіне Аллах Тағала тарапынан берілген нәрсеге біз қанағат қыламыз. Бірақ адамдар тарапынан Алланың дініне қызмет қылып жатқан адамдарды көрсек, Алла, мен де сол өзінің дініне қызмет қылатын бір пенде болайыншы деп,
армандасақ бізге не екен? Рұқсат екен. Бірақ одан басқа жолменен пәленшеде мал дүние бар, ода жоқ болып кетсе де менде болса екен, пәленше білімді болды, ода жоқ болып кетсе менде болса екен деген осы өмірдегі өкінішке орай, осы өмірдегі момын мұсылмандардың жүрегін жаулап болған ауруы, бұл момын мұсылман арақ қандай харам болған сияқты, зына қандай харам болған сияқты, дәл сондай харам. Тіпті амалдарды жеп отыратын нәрселердің бірі бұл. Ама хасад, көралмаушылық, біздің жасаған сауаптарымыздың асын тесіп қояды болды. Үлкен бір қапқа күріш жинаңыз да астын домалақ қылып тесіп қойыңыз. Күрішіңіз не істейді астынан? Түсіп бір күні қалмайды. Хасад сондай. Үлкен сауап қабымыздың астын барып тесіп қоятын нәрсе бұл не? Бұл көралмаушылық. Көралмаушылық момын мұсылмандар харам болынған. Бірақ қызықса болады. Қалай қызықса болады? Пәленшеге Аллах тағала білім берген, сол білім жолында, Аллах жолында сол біліммен қызмет қылып жатыр. Алла, маған да сол біліміңнен нәсіп ет, мен де сенің жолыңа солай қызмет қылайын деп қызықса болады. Екіншісі, бір адамға Аллах тағала мал дүние берген, ол мал дүниесімен Аллах жолында аянбай қызмет қылып жатыр. Алла, маған да мал дүние берсең қаны, мен де солай аянбай қызмет қылсам екен деп қызықса болады. Бұдан басқа жолдармен қызығы ол харам. Өкінішке орай қазіргі таңда қоғамда өткен сабақтарымызда Қарун алейхи лаънаның оқиғасын айттық қой біз. Қарун деген Муса алейхиссаламның қауымында біреу болды ғой. Мал дүниесі көп болған. Оның сейіптерінің кілтін бірнеше адамдар көтеріп жүретін Қарун, анау қауымның ішіне бұлай мал дүниесімен шыққан кезде адамдар не деп жатыр еді? Сыртындағы анау иманы әлсіз болған, ақыретке иманы өте төмен болған адамдар, пақ шіркін, мынау Қарунның қандай көп мал дүниесі бар, Құдай тағалам бұған үйіп төгіп берген қоя, мәссаған деп қызығып жатады дейді. Ал тағы бір топ болды, Аллаға иман келтірген, Алланың жаннатын үміт еткендер, о адамдар, құрдымға кеткірлер ау, бұл Қарунның үстіндегі нәрсе ол өткінші ғой, мәңгі болған Алланың алдында ғой деп айтады дейді. Шынайы момын мұсылмандар. Енді сұрақ сіздерге, қазіргі замандағы өмірде өмір сүріп жатқан момын мұсылмандар кімдер сияқты ойлайды? Шынайылар сияқтылар ма, әлде өтірікшілер сияқтылар ма? Қазіргі таңда момын мұсылмандар, менің де пәленшең сияқты үйім болса, менің де пәленшең сияқты машинам болса, менің де пәленшең сияқты киімім болса, менің де пәленшең сияқты абыройым болса, менің де пәленшең анауым болса, мынауым болса. Шынымен момын мұсылмандар қазір солай ойлайды. Тіптен пәленше бір жолдас баласы байып кетіп жатса, неге байып кетіп жатыр деп, немесе бір адам бір жақсы дәрежеге жетіп алса, неге ол жетеді, неге мен жетпеймін? Ол жетпей қалса, мен жетсем, оның жетістігіне қуана алмай. Бұл момын мұсылманның жүрегіндегі үлкен ауру. Бұл ауруды түзетпесек, бұл өмірде де оңбаймыз, ертең қияметте де оңбаймыз. Және жинаған сауаптарымыздың барлығының асы тесік болып, қияметте көтеріп барған қабымыз бос болады, одан басқа нәрсе жоқ. Сол үшін момын мұсылман бұндай нәрседен сақ болу керек екен. Одан кейін хадис тағы да сол Ибн Масуд радиаллаху анхудан риуаят қылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: сендерге қайсы малдарың жақсы дейді. Сендерге қайсы малдарың жақсы? Өздерің үшін жұмсаған малдарың ба? Жоқ әлде сендер өліп кеткеннен кейін арттарыңда адамдар таласып, тартысып, бөлісіп алатын малдарың ба дейді. Қайсы жақсы? Өздеріңіз үшін жұмсаған малдарыңыз ба? Жоқ әлде ертең қайтып өткеннен кейін адамдар таласып, тартысып, мирас қылып, бөліп алатын малдарыңыз ба? Қайсы жақсы сіздерге? Өзімізді ғой. Сахабалар да сұрайды, айтады солай. Я Расулаллах, өзіміз үшін ешкім артынан қалдырып кеткен қаламайды ғой, өзіне жұмсағанын қалайды дейді. Сонда пайғамбар айтады: "Фа инна ма лаху ма қаддама ва инна лаху ма қаддама ва ма ла варисихи ма аххара" дейді. Пайғамбарымыз айтады, ол дейді, өзі үшін жұмсаған малы, Аллах жолында садақа бергендері, өзінің үшін жұмсағандары, үйіне жинап атқандары, артына қалдырып кететіндері дейді. Сөзді көрдіңіз бе қалай? Аллах үшін бергендеріңіз, өзіңіз үшін жинап атқандарыңыз қияметте, ал ешкімге берместен үйіңізге жинап атқандарыңыз, сіз кеткеннен кейін адамдар таласып, тартысып, бір-бірімен қырпышақ болып бөлісіп алатын дүниелеріңіз. Қияметке ешқандай неш жоқ оның, сізге беретін пайдасы жоқ. Көрдіңіз бе қалай сөз? Бұл да бір қағида. Бұл да момын мұсылманның өмірдегі ұстанымы осы. Пайғамбар саллаллаху тағы бір хадисі бар ғой, сендердің үйлеріңде жинап қойған, қажеттеріңнен тыс болып жинап қойған нәрселеріңде ол қайыр жоқ дейді. Өмірлеріңе де оның қайыры жоқ, ақыреттеріңе де оның қайыры жоқ дейді. Момын мұсылман әрдайым қайыры бар нәрсеге әрекет жасап өмір сүру керек дейді. Одан кейін хадис пайғамбар саллаллаху алейхи Ади ибн Хатим радиаллаху анхудан риуаят қылынады. Пайғамбарымыз айтады: "Иттақун нара валау бишиққати тамратин" дейді.
Ey адамдар, өздеріңді бір құрманың жарымысымен болса да не қылыңдар? Тозақтан құтқарып алыңдар дейді. Аллах тағаланың алдында бұл азғантай ғана, бұл көп деп есептелмейді. Алланың алдында сол істі істеп жатқан кездегі ниетің не? Соған байланысты ол сауап не көп болады, не аз болады. Кейбір адамдар бар, 10 теңге беріп миллион сауап алады. Кейбір адамдар бар, миллион теңге беріп 10 сауап алады. Бұл неге байланысты? Адамның жүрегіндегі сол садақаны беріп жатқан кездегі ниетіне байланысты. Кейбір адамдар бар, мешіттің бүкіл кірпішіне қалтасынан ақша шығарып мешіт соғады, бірақ бір кірпіштің сауабын алмайды. Кейбір адамдар бар, бір кірпішті қалап кетеді, бір мешіттің сауабын алады. Не үшін? Жүрегіндегі сол амалды жасап жатқан кездегі мақсатына байланысты. Қожа көрсінге болса, қожалар көреді оны. Алла көрсінге болса, қияметте Алла оған сый-сияпатын береді. Сол үшін де бұл өмірде біздер бір жақсылық жасаған кезімізде, бұл кімге жетеді дейсің, бұл азғантай ғана ой, ол кімнің қарнын тойғызады деген ойда болмау керек. Азғантай болса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бер дейді. Және тағы да бұл нәрседен, бұл хадистен мынандай нәрсе шығады. Садақа қылу тек байлардың ғана жұмысы деген сөз қате. Садақа қылу байлардың ғана жұмысы емес, кедейлер де берсе болады. Өзінің қолындағы барының кішкентай бөлігін. Жоқ кезінде бөліп бере алмаған бай кезінде мүлде бермейді. Соны ұмытпаңыз. Ойлайды ғой, жоқ кезінде бере алмадым, бай болсам беретінім деп. Жоқ, ол өтірік ол. Бар болған кезде вообще бере алмай қалған адамға айналады. Жоқ кезінде беріп үйренген бар кезінде бере алады. Осы нәрсеге момын мұсылмандар дұрыстап мән беру керек. Тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, пайғамбарымыз Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадисі бар. Пайғамбарымыз айтады: "Әр күні ма мин яумин юсбихул ибаду фихи илля малакани янзилан." Әр күні таң атқан кезде дейді, аспаннан екі періште болып түседі дейді. Әр күні таң атқан кезде аспаннан екі періште түсіп, фаяқулу ахадухума, біреу айтады дейді: "Аллахумма а'ти мунфиқан халафан." О Алла, сенің жолыңда беріп жатқан адамдардың артынан оның осы өмірдегі мал дүниесіне береке бер, ертең қияметте оның сауабын көбейт деп айтады дейді. Ваяқулу ал-ахар, екіншісі айтады дейді: "Аллахумма а'ти мумсикан талафан." О Алла, сенің жолыңда бере алмай жатқандарының осы өмірде мал дүниесіне берекетін алып қой, ертең қияметте де ешнәрсе берме деп айтады дейді. Періштелердің дұғасы қабыл бола ма? Қабыл болады. Біз дұғамыз періштенің құлағына шалынсын дейміз ғой, бізге дұға қылу үшін. А бұл періште тікелей дұға қылып жатыр. Бұл өмірде беріп жатқан адамдарға періштелер: "Я Алла, береке бер" деп сұрап жатыр. Бұл өмірде берекесі болады. Аз болуы мүмкін өмірде. Көп болуы да мүмкін, аз болуы да мүмкін, бірақ берекесі болады. Береке деген нәрсені білесіздер ғой қандай екені? Сондай бір кезеңдер болған, айлығымыз 30 мың теңге болған, бәріне жететін еді. Қазір сондай бір заманға келдік, айлығымыз 300 мың теңге, ешнәрсеге жетпейді. Баяғыда базарға кіретін едік 10 мың теңгемен, 2 сумка көтеріп шығатын едік. Қазір базарға кіреміз 10 мың теңгемен, 2 пакет емес, 1 пакет көтеріп шығамыз. Береке деген сол нәрсе. Қиямет жақындаған сайын өмірдің береке кетеді дейді. Қиямет жақындаған сайын, өйткені берекені кетіретін нәрселер көбейеді. Ол күнәлар. Субханаллах. Ал бұл жердегі айтылатын, хадистегі айтылатын періштенің дұғасы, мәселен, бұны тікелей түсініп адамдар былай деуі мүмкін. Анау біреу беріп жатқан адамның мал дүниесі көбеймей жатыр ғой. Ал бермей жатқан адамның мал дүниесі не қылып жатыр? Артып жатыр ғой, көбейіп жатыр ғой деп айтуы мүмкін. Тікелей мағынасын түсінсең осылай. Онда мына жердегі сөз өтірік болған сияқты болып қалады. Жоқ, оның мағынасы ол емес. Оның мағынасы берекеде. Кеше сабағымызда пайғамбарымыз айтты ғой, байлық деген ол мынау мал дүниемен болмайды. Байлық деген жүректің байлығымен болады дейді. Қанша адамдар бар, мал дүниесі көп, бірақ кедей сияқты ешесе бере алмайды. Қанша кедейлер бар, мал дүниесі жоқ. Бай сияқты адамдардың қарын тойғыза алады. Субханаллах. Алланың алдындағы адамның абыройы қолындағы мал дүниесімен емес, жүрегіндегі кеңдігімен есептелінеді. Субханаллах. Одан кейін тағы да бұл хадистен алынатын дүние, біз білуіміз керек болған нәрсе, момын мұсылман өзіне жұмсап жатқан нәрсесін азайып қалып жатыр деп ойламау керек. Жұмсап жатқан нәрсем азайып қалып жатыр деп ойламау керек. Неге? Өйткені пайғамбарымыздың хадисі бар. Садақадан ешқандай мал дүние азаймайды дейді. Садақадан ешқандай мал дүние азаймайды. Ол көбейсе көбейеді, бірақ азаймайды. Көбейсе көбейеді дегеннің мағынасын біз қалай түсінеміз? Мәселен, бір адамның бар, ешқандай садақа бермейді, мал дүниесі көп, бірақ бір өмірде жетіспеушілігі болуы мүмкін. Не перзенті болмайды,
не бір ауруға шалдыққан, не бір жаңағыдай басында бір проблемасы бар, не ұйқысы тәтті емес. Бір адам бар, Аллах жолында беріп жүреді, садақасы бар, бірақ мал дүниесі анаң сияқты көп емес, бірақ бала шағасы бар, бірақ денсаулығы бар, бірақ ұйқысы тәтті, рахаттанып ұйықтайды, қалаған кезінде, қалаған жерінде жүре алады, қалаған жеріне бара алады, рахат, жанның рахаты, қорылдап ұйықтай алады. Субханалла. Бұл осы өмірдегі дүниесі. Ақыреттегі дүниесі де бар. Ақыреттегі не? Ақыреттегі сауаптары. Алланың алдындағы мәртебесі, биіктігі Алланың алдындағы. Жәннаттағы есігі, садақа берушілердің есігі, о, садақа беретіндер. Пайғамбардың хадисі бар ғой, о, садақа беретін тұрыңдар. Кеттік. Сендерге дайындаған есігін. Алланың берген уәдесі міне, тұр алдарыңда, кәні кіріңдер деп айтылған кезде, осы өмірде бере алмағандар аузын бармағын шайнайды. Бұл періштелердің дұғасы қабыл болады. Бұл періштелердің дұғасы қабыл болады. Одан кейін хадис тағыда Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыз айтады: "Анфиқ я ибн Адам, юнфақ алейка" дейді. О, адам баласы, Аллах жолында бер, саған да беріледі дейді. Аллах жолында бер, Аллах жолында жұмсай ал, саған да беріледі. Тікелей мағынасы мал дүниең көбейіледі, ал балама мағынасы береке беріледі. Көкірегің кең болады. Адамдардың алдында абыройлы боласың, адамдардың алдында мақталынған боласың, Құдайдың алдында да мақталынған боласың. Аллах үшін істей алсаң. Ал бермесең, адамдардың алдында қандайсың? Жмот ол дейсің. Қойшы оны. Ол түк бермейді, ол өзінен ешесе шықпайтын біреу ол. Оған күнің, Құдай оған күнің салмасын дейсің. Адамдардың алдында осындай, ертең Құдайдың алдына барған кезде вообще жоқ. Бұл ешесе бермейтін адам. Ешесе істей алмайды. Ана Маун деген сүреде бар Аллах тағала. Қияметке иман келтірмеген адамдардың бір сипаты дейді. Мен оған осынша мал дүниені кең қылып берсем де, бірақ ол менің жолымда бір кішкентай ғана нәрсе бере алмайды дейді. Кетші сен дейді. Кетші сен дейді. Баршы сенің азапталатын жер, саған лайық болған нәрсе ол азаптан бөлек нәрсе емес дейді. Осынша жақсылық жасадың сен мен үшін өзіңнің бір алдыңда тұрған біреуге бір кішкентай нәрсені бере алмадың ба? Қойшы бар деген айтамыз ғой мысалы өмірде біз. Бір бауырың бар мәселен. Бүкіл жағдайын жасап жатсың. Айына бәлен-байым ақша беріп жатсың, үй әперіп жатсың, машина алып беріп жатсың, жағдайын бәрін жасап жатсың да, бір күні бір іс түсіп қалды. Звондадың. Бауырым, қақтасың. Осында үйде жұмысың бар ма? Жұмысым жоқ, шаруаларым жоқ. Қолың бос па? Қолың бос. Өтініш. Анау біздің үйде жаңағыдай бір свет жанып қалып кетті. Сол светті бар өшіре салшы. Көреміз. Өшірем ба, өшірмеймін. Жағдайға қарап көреміз ғой деп істемеді мәселе. Осынша жыл бойы жағдайын барын жасап келдің, бір барып свет әшемейді, өшіруге тұрмайтын бауырға сен жақсылық жалғастырасың ба жақ қарай? Бірақ Аллах жалғастырады осы өмірде. Бірақ қияметте түк қоймайды оған. Сол үшін мұсылман бағана хадистегі сияқты бергенің өзіңдікі, жинағаның өмірдікі. Өмірің үшін қаласаң жина. Бір күні кетесің. Қабіріңе оны ешқашан алып кірмейсің. Ақыретің үшін жинағың келе ме? Онда әрекет жаса. Жәннатқа кімнің үйі екі этажный болғысы келеді? Жәннатта кімнің үйі евро қап кетеді ғой? Жәннат ремонт болғысы келеді. Евро ремонт айтпай қойғанша, жәннат ремонт болғысы келеді. Жәннатта кімнің гектар жері болғысы келеді? Жәннатта кімнің үлкен баулары болғысы келеді? Жәннатта кімнің теңіздердің жағасынан виллалар құрғысы келеді? Жәннатта кім таулардың, анау биік таулардың жанына шығып тұратын терезесі жан-жақтан бәрі табиғатты көріп тұратын үйлерді алғысы келеді? Істеңіз. Шынымен сондай беріле ме? Деместен. Субханалла. Аллах бай. Аллаху ғанибун анил аламин. Аллах бүкіл әлемге мұқтажсыз. وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Адамдар, не істесеңдер де өздерің үшін. Мен үшін емес, маған керек емес оның дейді Аллах. Одан кейін хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Абдулла ибн Амр ибн Ас радиаллаху анхудан анна ражулан бір кісі келіп пайғамбарымыз сұрайды: Расулаллах дейді, исламдағы ең жақсы нәрсе не ол дейді? Исламдағы мұсылманның бойындағы ең жақсы қасиеттер туралы айтып берші маған деген кезде пайғамбарымыз айтады: тут'имут та'ам дейді. Адамдарға тамақ беруің дейді. Адамдардың жағдайын жасауың дейді. Ва тaqra'ус салам ала ман арафта ва ман лам ta'rif. Танығаныңа да танымағаныңа да сәлем беруің дейді. Бұл екі нәрсе дейді, мұсылманның бойындағы болған Аллах сүйетін қасиеттерден дейді. Өкінішке орай қазіргі таңда кішкене жоғалып баратқан екі нәрсе. Альхамдулилlah, ауылда, аймақтарда, анау ауданды жерлерде бар, Құдайға шүкір.
Адамдарға тамақ беру деген нәрсе де бар. Енді кейбір арасында проблемалар болса да, кейбір шариғатқа қайшы жерлер болса да бар. Сәлем де кішкене бар, әлде болса да бар, әлхамдулилlah, әйтеуір ауылды жерлерде. Бірақ өкінішке орай қала жаққа қарай жақындасаң, анау дүниемен арпалысып жатқан, ақшамен арпаласып жатқан, дүниені байлықпен арпаласып жатқан жаққа жақындап қалсаң, жайлап бұл азайып кетіп жатқанын көресің. Ауылда өмір сүретін жігіттерге айтарым, альхамдулилlah деңізші. Құдай тағалам бізді көп фитналардан сақтаған ғой негіз. Құдай тағалам бізді көп фитналардан сақтаған. Городской болуды аңсаймыз ғой негізші. Мен өз басым аңсамаймын. Қалалы жерде өмір сүруді аңсамаймын. Субханалла, субханалла, субханалла. Жақсы. Одан кейін хадис. Ан Умама Судай ибн Аджлан радияллаху анхудан. Пайғамбарымыз айтады: "Я ибн Адам, о адам балдары" дейді. "Иннака ан табзула ал-фадла хайрун лака." Сен өзіңнің қажетіңнен артық нәрсені алып адамдарға беруің сен үшін жақсы дейді. "Ва ан тумсикаху шаррун лака." Өзіңнің қажетіңнен артық нәрсені жинай беруің, ол сен үшін жақсы емес дейді. Өміріңе де пайдасы жоқ оның. Өйткені істетпейсің, үй жиналып тұрады. Бар ма үйде сондай заттар? Істетпейміз оны, бірақ жиналып тұрады. Сұрасаң, керек болады деп айтамыз. Ол керек болмайды негізі. Ол жылына бір рет керек болды есептелмейді негізі ше. Оған мұқтаж болған адамдар бар. Пайғамбарымыз айтады: "Беріп жібере сай мұқтаж болған адамдарға. Жылына бір рет істетесің ғой оны" дейді. Сол керек кезде бір рет біреуден сұрап тұрасың болды. Ал сен оны жинап қоясың, керек болады. Қазақ айтады: "Кедей болсаң көшіп көр" дейді. Мысалы, бір кедей көшіп көретін болса, бір газеттер немесе бір КамАЗ полный толтырамыз артында. Үйінде шалмен кемпірі барлардың ғой, вообще сарайлар толған нәрселер болады. Керек болады, іліп қоя береді, жинап қоя береді. Пайғамбарымыз айтады: "Бұл өміріңе де пайда істей жатқан жоқ қой ол" дейді. "Құры тұр ғой әшейін шаң басып" дейді. Өміріңе пайда істемеген нәрсе ақыретіңе пайда істейді деп ойлайсың ба дейді. Берсей бұны біреулер пайдалансын да, біреулер істетсін да оны. Өмірі адамдарға пайдаң тисін да, ақыретте де пайдаң ғой ол соның дейді. Қара қандай сөз. Бізде сондай ғой, жинай береміз бәрін үйге алып барып. Жалғастырып айтады: "Вала туламу ала кафафин." Бірақ енді өздеріңе керек болған нәрселерді жинауларың, онда тұрған сендер айыпталмайсыңдар. Онда ешқандай проблема жоқ дейді. Бірақ өздеріңе керек болғаннан артық болған нәрселеріңді жинай берулерің, өмірлеріңе де пайдасы жоқ, ақыреттеріңе де пайдасы жоқ дейді. Уабда биман таул. Естіңіз осы сөзді. Енді бергіңіз келеді ғой, кімнен бастаймын деп ойлансаңыз дейді. Пайғамбарымыз айтады: "Сенің жүрегіңе қиын болмау үшін жақындарыңнан басташы" дейді. Таул, өзіңе жақындарыңнан баста. Мен қазір айдалада біреуге бер десем қиналып қалуы мүмкінсің дейді. Қалай берем оны мен біреуге деп. Бопты. Хотя бы туысыңнан, бауырыңнан, көршіңнен, жақыннан басса кішкене оңай болсын дейді. Сосын айтады пайғамбарымыз: "Вал ядул жаңағыдай улия, яғни жоғарыдағы қол, хойрун минал ядил суфла, төмендегі қолдан абзал" дейді. Беруші қол болыңдар дейді, алушы қол болмаңдар дейді. Алла субхану ва тағаланың мынау беруші деген, ризық беруші деген сипаты бар ғой. Мұсылманда да бұның сондай бір қасиет болу керек. Бере алатын, адамдардың жағдайын ойлай алатын, адамдардың жағдайына қарап жүре алатын, адамдардың бәрін бақылап жүре алатын. Аллах солай қарап бақылап отыр ғой бәрімізді күніге. Жағдайымыздың бәрін жасап жатыр, өміріміздің бәрін құрастырып беріп. Сен де солай болуға әрекет жаса. Сонда сен Раббани сипатпен, пайғамбардың қалаған, пайғамбардың сипатымен сипатталған боласың. Намазымыз неште? 10:30-да ма? Алла, ренжімеңіздер, уақыттарыңыз біраз ап қойдым. Бітіріп тастайым деп ойлаған едім, бірақ біте алмай қалдық. Иншалла Құдай қаласа келесі сабағын жалғастырамыз. Жалпы айтқанда 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні карам, жомарттық деген бұл біздің Алланың алдындағы абыройымыз. Алланың алдында біздің абыройымыз асқақтататын нәрсе бұл жомарттық. Оның бір Алланың алдындағы абыройымыздың болатындығына бір дәлел, жомарт болыңызшы, адамдардың алдында қандай азиз боласыз. Адамдардың алдында, біз адамдардың алдында азиз болуымыз үшін жомарт болмаймыз. Аллах үшін жомарт болайық, қияметтегі Аллах сіздің мәртебеңізді биік қылу көрінісін осы өмірде көрсетіп қояды. Біреу сізді бетіңізге мақтамаса да, бір жерде жүргенде сізді біреу жамандап жатса айтады: оны жамандама.
Басқаны жаман, пәленшені жамандасаң жамандама, оны жамандама. Оны біз білеміз қандай адам екенін. Оны біз білеміз қандай адам. Сіз бетіңізді мақтамайды. Сізге үндемейді. Сізді ассауға бүйтіп кетуі мүмкін. Бірақ түптің түбіне келген кезде, еме-жемге келген кезде, ол қандай адам екенін білеміз дейді. Басқаны жамандасаң жаманда, бірақ оны жаман. Мен онымен жағдайым онша емес шығар, дұрыс емес шығармыз арамыз. Бірақ оның қандай адам екенін білеміз дейді. Көрдіңіз ба? Жомарт адамдар сондай болады. Пайғамбарымыз жомарттықтың ең жомарты болған. Тіпті, субханалла, қолына ешнәрсе алып қалмайтындай дәрежеде ол жомарт болған. Дұрыс, біз бәр нәрсені пайғамбарымыз сияқты істей алмауымыз мүмкін. Бірақ пайғамбарымыз айтады ғой, қазақ айтады ғой, ұқсамасаң да, болмасаң да, ұқсап бақ дейді. 100% боламасақ та, бірақ бізде болу керек ол нәрсе. Жүрегімізде ол нәрсе болмаса, жүректе нифақ бар деген мағынаны береді. Қызғаншақтық, бере алмаушылық, өзімдікі, менде ғана болу керек, менде ғана тұру керек, мен ғана жеуім керек, мен ғана киюім керек. Бұндай жүректе нифақ бар, мұнафықтық бар. Құдай сақтасын, және бұндай жүректе бір кішкентай күпірліктің бір көрінісі бар. Аллаға деген иманның жоқтықтың бір белгісі бар. Бұдан арылу керек момын мұсылман. Арылудың жолдары, ең әдемі жолы арылудың 3 нәрсені біліңіз. Біріншісі, Аллахтың бағана сөздерін есіңізден шығармаңыз. Уайымдама, әтпешеу деп отыр Аллах тағала. Уайымдама, жауап мен берем, еселеп берем, арттырып берем, төгіп берем деді ма? Сенесіз ғой ақыр Аллаға. Біріншісі осы. Екіншісі, пайғамбарыңызды ойлаңыз. Пайғамбарыңыз қандай болды? Сараң, ешкімге бермейтін, өзім дейтін адам болды ма? Пайғамбарыңыз жақсы көресіз ғой. Ұқсауға әрекет жасаңыз. Үшіншісі, ешкімге бергіңіз келмей жатса, тіпті болмағанда туысқандарыңызға бастаңыз. Жайлап көбейтіп кете бересіз. Бірақ бір күні сондай бір сахауа деген, жүректе сахауа деген сипатқа жетіп алсақ бар ма? Аллахы мәреміздік болады. Аллахым, сахауа деген нәрсе не? Яғни өзіңдегі қажетіңнен тыс болған нәрселерді адамдарға беруге асығып тұру деген сипатқа жетіп алсақ, валлахи, өмірде де адамдардың алдында мәртебеңіз биік болады, қияметте де иншалла Алланың алдында мәртебеміз биік болады. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин. Иншалла Алла ақырымызды хайырлы қылсын. Мына жерде бір сұрақ қойыпты бір бауырымыз, қолымда 10.000 теңгем бар дейді. Ол 10.000 теңгемді анама не болмаса отбасыма жұмсағаным дұрыс па, әлде жетім жесірге садақа қылғаным дұрыс па дейді. Қолымда менің мәселе, мен қолымда ақшам болса, 10.000 теңгем болса, егер де менің отбасым сол 10.000 теңге мұқтаж болса, менің өзімнің отбасыма жұмсау важип болады. Менің отбасым сол ақшаға мұқтаж болса, сол ақшаны сол отбасыма жұмсауға важип болады. Егер де оған мұқтаж болмаса, оған жұмсау мұстахаб болады. Егер де оған мұқтажсыздықтан артық менде тағы да бір оған мұқтаж емес, бәрім жағдайымыз керемет болса, онда жетім жесірге жұмсау абзал болады. Жақсы ма? 3 жолы бар. Біріншісі, біз оған мұқтаж болсақ, өзімізге жұмсау важип болады. Екіншісі, егер де біз оған мұқтаж емеспіз, бірақ сонда да оларға жұмсау ол мұстахаб болады. Үшіншісі, біз мұқтаж емеспіз, бізде бәрі жеткілікті, жетім жесірге беру абзал болады. Аллахымыз қайырлы иншалла. Азын айта беріңіздер.